Баяндалған оқиғадан кейін менің қандай халге түскенімді сезіп отырған боларсыңдар. Тойға мамам да барып еді. Абайыр болғанда шаршы топтың алдында жалғыз ұлының қандай масқараға душарланғанын ол көре қойған жоқ. Ол кезде мамам артистер ойын қойып жатқан жақта болатын. Кірмегенім қара жер. Өзім өз болғалы еңсем мұндай түсіп көрмеген шығар. Той думан жайына қалды. Ұрыдай сусып келіп, атыма міндім де сұлтанның соңынан тартып отырдым. Мен қазір сұлтанды көзіме көріне қалса, жеп қойғалы келе жатырмын. Оның опасыздық қылығына қалай ыза болмайын. Қолмен істеген нәрсесін мойнымен көтеруге жарамау ер адам үшін неткен пасықтық. Мен сұлтанның мұншалық жаны тәтті, жарғанат екенін біле қойған жоқ едім. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа. Жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа, деп қазақ атам осындайдан айтқан екен ғой. Жүрген бойда жылқылы ауылға келдім. Сұлтанның өзі тұрған ізі де жоқ. Одан өзіміздің фермаға келдім. Мұнда да тырс еткен пенде көрінбейді. Жұрттың бәрі тойда жүр. Атымды мама ағашқа байладым да жаппаға кіріп сұлай кеттім. Шіркін өмір, неткен қызық нәрсе едің. Біресе шаттандырып, күлдіресің, біресе бүлдіресің. Соның бәріне адам өзі кінәлі. Мазасыз ой тепкісінде басым қатып жатып, қалғып кеткен екенмін. Шық бері! Деген қаһарлы дауыстан селк етіп, шошып ояндым. Атып шықсам, сұлтанның әкесі сүгір жылқышы келіп тұр. Астында түйедей қызыл ат, білегінде іліп алған құрығы бар. Сұлтан қайда? Білмеймін. Неге білмейсің? Ант атқан алаяқ немелер, бірін-бірі тануын бұлардың. Сүгір мені домбытып қойғысы келді ме? Жоқ әлде шынымен ұрмақ болды ма? Атын тебініп, қамшысын тік көтеріп, ұмтыла берді. Жалт беріп, жаппаға қайта сүңгіп кеттім. Ойнақшаған қызыл ат жаппаны омырауымен қағып, енді бір тебінсе тіпті басып, таптап өтуден тайынар емес. Сүгір босағаны қамшымен сарт еткізіп, бір тартып қалды. Ерін алда, қоя бер ана атты. Маған берген бұйрығын сүгір өзі орындады. Мама ағашта байлаулы отырған аттың ерін алды да, анадай жерге тас еткізіп, тоқымын шашып, лақтырып тастады. Сонан соң аттың жүгенін сыпырды да, сауырға бірді салып, айдап жіберді. Еркіндік алып рахатқа батқан ат құйрығын желбірете тігіп, пырт-пырт жел шығарып, қуана кісінеп, ойнақтап тартып отырды. Қарына ілген құрығы жер сызып, оның соңынан алды-артына қарамастан сүгір жосылтып жөнелді. Жығылған үстіне жұдырық, зығырданымды қайнатқан сұлтанның қылығына мынау қосымша болды. Қарай жаяу қалды деген осы. Мамама сыр бермейін деп, ер тоқымды әкеп босағаға жиып қойдым. Кешқұрым мамамдар келді. Ол әлі де ештеңе сөзе қоймаса керек. Сендер неге ертерек кетіп қалдыңдар? Деп сұрады. Шашадық, шашаған соң кетіп қалдық. Ойламаған жерден жайлау қызығы осылайша тамам болды. Мұнда көліксіз күнің күн емес, серіксіз одан да жаман. Қожекең соның екеуінен де жұрдай болды. Бірер күн ферма басында боламын деп, зерігуден ішім жарылып, өліп кете жаздадым. Бар бітіргенім, бір ғана жауынгерлік листок шығарып бердім. Оның өзін парторг оқып көріп, түкке жаратпай тастады. Кілең өлең сықақпен толтырып жіберіпсіңдер. Маңызды бірде-бір саяси мақала жоқ. Осы газет пе деп парша-паршамызды шығарып сынады. Газет деп, ана 2-ші бригаданың газетін айтыңдар. Барып оқып көріңдерші. Міне, жауынгерлік листокты солай шығару керек. Солардан үлгі алыңдар деді. Парторг кеткеннен кейін мен әдейі ол мақтаған газетті көрмекке 2-ші бригадаға бардым. Сөйтсем олар бүйтіпті. Социалистік Қазақстанның мал шаруашылығын өркендете берейік деген бас мақаласын алыпты да, басын аяқ сықпыртып түгел көшіріп жазыпты. Оның соңында редколлегия мүшелері деп 3 адамның фамилиясы тұр. Одан төменгі бұрышта почта жәшігінің суреті салынып, жолдастар, қанша ескертсе де, бірде-біреулеріңіз мақала бермейсіздер. Келесі номерлерімізге мақала беріңіздер деген сөз жазылған. Одан төменірек газетті бекіткен кнопка. Міне, бұдан басқа мен ештеңеде көре алған жоқпын. Парторгке осы газеттің соншалықты несі ұнағанын мен әрине біле бермеймін. Ал менің ойымша, біздің газет бұл газеттен 10 есе артық. Бұл әрине менің өз пікірім. Ал парторгтың пікірі әлгідей. Мен бұған таңдана да қоймаймын. Өйткені пікір қайшылығансыз ешбір ақиқаттың бет ашылуы мүмкін емес деген сөзді бір ақылды кітаптан өз көзімен оқығаным бар. Нақты қай кітаптан оқығанымды ұмытып қалыппын. Ол үшін оқушыдан кешірім сұраймын. Бір кеште мамам, балам, босқа сенделмей ауылға қайт. Ана өзге балалар қатарлы колхозда жұмыс істе. Осы қыдыруың жетеді деген сөз айтты. Өзім де қайтам.
дедім мен. Ертесінде өзіміздің колхоздың 2 тонналық бір машинасы жем алып келе қалған екен. Шофері Қайыпжан дейтін ақкөңіл жақсы жігіт. Соның қасына кабинаға отырып, жайлаумен хош айтысып, тартып отырдым. Жапар атқан кең жазықтың төсінде жұмсақ қара жолмен жүрдек машина барынша зырлап келе жатқанда, ұшқыр қиял шіркін де тұғырында тоқырап қала алмайды-ау. Қанатын қағып жіберіп, дауылпаздай шарқ ұрып, ол да самғап ұшады. О, атамекенім, қазақ жері, сенің шет-шегіне қиялдан өзге не жетіп үлгерді? Сол алып өлкеңнің бір пұшпағын ыстық көзбен, бар адал сезімімен аймалап, елеусіз бір перзентің мен келе жатырмын. Мынау асқар тау, жасыл жазық, мөлдір өзен, қалықтаған анау ақша бұлттар, тұнық аспан, осының бәрі-бәрін егер құшағым жетсе, ең қымбат, аяулы анамдай аймалап құшар едім, сүйер едім. Япыр-ай, неге сонша ыстық болдың туған жер? Мен табиғатты сүйемін. Мен шынайы поэзияны сүйемін. Абаймен қасымда қанша оқысам да менің сусыным қанбайды. Қайталап оқи бергім келеді. Мен Құрманғазы мен Дәулеткерейдің күйлерін тыңдағанда өзімді ұмытып кетемін. Махамбет жырының әр сөзінің астына дүрсілдеген ат дүбірін, қарыш-құрыш сілтескен найза, қылыш үндерін естігендей болам. О, қасиетіңнен айналайын, қазақ жері, осының бәрі сенің топырағыңда өсіп, өнген кереметтер емес пе? Машина жолы кезеңнен біздің ауылға қарай тура аса алмайды. Тұскөлді айналып жүреді. Бұл төте жолда емес, әлде қайда ұзақ. Бірақ жүрдек машина жер апшысын қуырып шыдатар емес. Әлгінде ғана мұнартып көз ұшында көрінген қара тұмсық енді міне сырғанап артта қалып барады. Жол шетіндегі телеграф бағаналары бірін-бірі қуалап, қарсы жүгіріп келе жатқандай болады. Әне, алдан тұскөл көрінді, жалтырап. Қара жол соның сортаң жиегімен өтеді. Бір мезетте көлде сырғып кейін қалды. Жол қасқайып шығысқа қарай тура тартты. Спидометрдан қылт-қылт еткен жебесі шұғыл ойысып, 50-ге тақап барды. Одан да асыңқырап, 60-ты шоқыр-шоқымас болып дірілдеп тұр. Кенет бір белеске көтеріле беріп, Қайыпжан машина маңдай жолсызбен тауға қарай бұрды. Аға, қайда барамыз? Мынау сайда шөпші балалар бар, соларды ауылға ала кетеміз, деді Қайыпжан. Бұл сөз менің жаныма онша жайлы тие қойған жоқ. Майқанова да осында болу керек. Жантасты. Менің оларды қазір көргім, дұрысырақ айтқанда, оларға көрінгім келмейді. Анада олар бәрі шөпке кетіп бара жатқанда, менің бармай қалғаным оқушыға мәлім. Майқанда мені көрісімен мүйіздеп ала жөнелуі айқын. Бірақ амалым қанша, машина менің билігімде емес. Жалған. Бір басыңа бір машинаң болмаған соң құрысын да. Тау сағасына жете бергенде, алдымызда сарқырама шағын өзеншенің бойында бір боз үй және бір-ақ шатыр көрінді. Боз үйдің төбесінде кішірек қызыл жалау желбіреп тұр. Индиялықтар тәрізденіп қара қайыстай болып күнге күйген бір топ бала волейбол ойнап жүр. Машина қостың деңгейіне келіп тоқтады. Өзен арнасы теңкиген қой тастарға толы, шыңғыл еді. Көпір көрінбейді. Қайыпжан машинадан шығып, балақайлар, мұрадан қалай өтуге болады? Деп дауыстады. Бір топ бала бері су бойына жүгіріп келді. Бұлардың ішінде биыл 7-шіні бітірген атақты палуан Батырбек, менімен бірге оқитын, отряд советінің председателі болған Темір бар еді. Әне, жантасқу жүгіріп келе жатыр. Газеттен пилотқа жасап киіп алыпты. Өткел төменде қалды. Бұлардан өте алмайсыз, деп шуласты балалар. Олай болса, шығыңдар үйлеріңді. Бері тасып әкеліп тиеңдер машинаға. Батырбек бригадир екен балаларға. Жалаңаш білегінен қызыл шүберек байлаған бір балаға ол: «Кезекші, бригаданы сапқа тұрғыз!» деп команда берді. Кезекші жүгіріп шатырға кіріп кетті де, күнге шағылысқан аппақ орынды құйқылжытып ойнап, қайта шықты. Сол-ақ екен, доп ойнап жүрген балалар ойындарын дереу доғарып, әп-сәтте шатыр алдындағы сызықшаны бойлап сап түзе қалды. Өз көзіме өзім сенбегендей, мен таң тамашамын. Тәртіп деп осыны айт, құдды әскер тәрізді. «Жолдас бригадир, бригада мүшелері сіздің бұйрығыңыз бойынша сапқа тұрды», деп кезекші Батырбектің алдында қаз деп рапорт беріп тұр. Балалар жапырлап киіз үйді, шатырды жығып жинай бастады. Мен болсам, кабинаның есігіне жабыса түсіп, ешкімнің көзіне шалынбауға тырысып, мықшиып отырмын. Бас-аяғы бірнеше минуттың ішінде ғана көз алдымда болған әлгі әсерлі көріністер бір жағынан бойымды шымырлатып, делебемді қоздырса, екіншіден өкіндірді. Қап, анада жайлауға барғанша, осылармен бірге шөп шабысқа неге келмедім? Балалар әлде қайдан жалпақ бір қалың тақтай тауып әкеліп, арнаға көпіретіп салды да, соның үстімен жүкті таси бастады. Өзгеден бұрын мені жантасқу байқап қалды. «Сен қайдан жүрсің, дезертир? Шаруаң қанша?» Абайыр болғанда мұғалімдерден мұнда ешкім жоқ екен.
Майқанова ертемен ауылға кетіп қалыпты. Әп-сәтте жүк түйіліп болды. Рюкзактарын арқалап, улап-шулап балалар машинаға мінді. Кабинадағы орынды аспаз қыздарға беріп, мен де кузовқа шықтым. Машина жайлап бұрылып, әлгінде келген есіммен төменгі жолға қарай тартып отырды. Ауылға әндетіп, думандатып келіп кірдік. Колхоз кеңсесінің алдында ішіне артель председателі бар бірнеше адам бізге қарап әңгімелесіп тұр екен. Машина солардың қасына келіп тоқтады. Сабырбаев председатель қолын шаттана көтеріп, «Ой, еңбеккерлерім, амансыңдар ма?» деп жарқын қарсы алды. Бұл өлкедегі жұрттан өзгешелеу, күзеген байталдай шынтиып киінген шетен қалпақты ашаң қара торы жігіт мойнындағы фотоаппаратын оңтайлап қарбаласып жатыр. Балалар, машина түспей суретке түсіргелі жатса, аяймыз ба тұмсықты? Мен кузовтың орта шенінде едім. Кемеліп алға қарай шықтым да тұра қалдым қасқайып. Бейтаныс жігіт бір емес, 2 рет шыртыткізіп суретке түсіріп алды. Жол бойы менің ойымнан жанар шықпады. Мен оны көрмегеніме бір ай емес, көп уақыт өткен тәрізді. Қазір ол қайда екен? Үйінде ме екен? Шоғалы 2-ші кезектегі лагерге кетті ме екен? Машинадан түскен бойда мен әдейі орағытып, жанар үйі тұрған көшемен өттім. Міне, олардың үйі. Қоражайдың төңірегін қаулап өскен қалақай, алабота басып кетіпті. Қақпаның маңдайшасында бірнеше суық торғай қонақтап жарылап отыр. Тырс еткен пенде жоқ. Шым-жырт. Қораның сырт жағын айналып көз тастадым. Еске құлып салынбаған. Қабырғаға шапталған жас тезектері бұл үйдегі қытымыр қара кемпірдің осында екенін баяндап тұр. Кенет құлағымның дәл түбінен «Кімді іздеп жүрсің?» деген суық үн саңқ ете қалды. Жалт қарадым. Жантасқу. Жүрегім су етіп, сасып қалдым. «Не қыласың?» деген сөз аузымнан абайсыз шығып кетті. Жантастың бір иығында ауыр рюкзак, қағаз пилотканың астынан қоңыр көздері жылт-жылт етеді. Көнтиіп жарылып кеткен еріндерін жалап қойып, «Сағынып қалдың ба?» дейді. «Кімді? Нені?» деп Жантасқа айбаттана бұрылдым. Жантасқу саусағын жебеп тайқи берді. Білем кімді қарап тұрғаныңды. Білсең, біле бер. Бұл сөзі мен қалай батыл айтып салдым десеңші. Қай мағынада айтқанымды аңдап өзім селк ете қалғандай болдым. Не болса, со болсын. Бұным ерлік болды. Мейлі, Жантасқуға сол керек. Соңынан білдім. Жанар ауылда жоқ екен. Лагерге кетіпті. Құлазыған далада жалғыз қалғандай болдым. 2 инімнен зіл батпан көңілсіздік басты. Түн. Төр бөлмеде өлең дәптерімді алдыма жайып қойып, жападан жалғыз өзім отырмын. Бірнеше жынды көбелек қалдыраңдап, айнала ұшып, шамның шынысына соғылды. Келші бермен, шабытым, қайдасың? Кеудем толы сезімді сүйкетейін жыр етіп. Бүгінгі жырымның тақырыбы жанар. Жол ортасына әдемілеп жанар, сені сағындым деп жазып қойдым. Бірінші жұмақ көкейімде күндізден сайрап жүреді, мөлдіреп түсе қалды заматта. Жанар, сені сағындым. Келші тезірек. Жатпай тұрмай ойлаймын, іші бауырым елжіреп. Бірнеше қайталап оқимын. Жаман шықпаған тәрізді. Мүмкін көркемдігі пәлендей жүйрік бола қоймас. Бірақ шындық бар, сезім бар. Әлде көптен қолыма қалам ұстамағандықтан кеудем жырға толып кеткен бе? Әлде жанарға деген сағыныш сезімнің тасқындап қойылған түрі осы болды ма? Шүпілдеген 2 бет өлеңді табжылмастан ешбір қиналыссыз жазып тастадым. Өте сәті шыққаны соңғы қорытынды шумағы болды. Жанар, сендей жан тумас. Туса, туар, артылмас. Бір өзіңнен басқаға сағынышым айтылмас. Шіркін-ай, мойын қалған жұмысыңды тындырып тастап, рақатқа бататын кездеріңде болдау. Сондай бір жетіскен халде орнымнан түрегелдім. Сағатқа қарасам, 11 болып қалыпты. Ұйықтайтын уақытым болған екен. Тысқа шығып келдім де жатып қалдым. Бірақ мұндайда ұйқы келе қояма. Жанар шықпайды ойымнан. Мақтаншақ қожа, мен де сені бұдан былай мақтаншақ қожа деп атаймын. Осыны айтып, қолын қуана шапалақтап, жанардың дөңгелене жөнелген кейпі көз алдыма келеді. Жаңағы оған арнап жазған өлеңім түп-түгел тілімнің ұшында тұр. Жатталып қалыпты. Қараңғы үйде шалқамнан жаттап алып, соны басынан аяқ сықпыртып, мылқау фильм тәрізді үнімді шығармай тақпағатып айтам. Жанар, сені сағындым. Кенет өлеңнің соңғы шумағын көкейімде тағы бір қайталап айта бергенімде, тоқта деген бір сұрақ көмейіме көлденең тұра қалғандай болды. Бұл өлең сенікі емес тәрізді ғой, деді әлгі сұраушы баланып. Енді кімдікі? Ойланып көрші. Ойланамын. Иә, шынында да. Кенет көзім бақырайып, тынысым бітіп қалғандай болды. Мәссаған, әкем-ау, мынауың Абай өлеңі ғой. Дәл өзі. Айттым сәлем қаламқас деп басталатын Абай атамыздың өлеңі. Әркіммен ұрлап қалап ақын болу деген менің ойым түгіл түсіме кірмейтін сұмдық нәрсе. Өзімнің мына қылығыма төбе шашым тік тұрып кеткендей болды. Әрине, ұрлық дейтін бұның атын. Жай ұрлық емес, әдеби ұрлық. Оны әлгі не деуші еді, бірдеңе деген терминінде бар.
Әлгі арада ұшып түрегеліп, абай атамнан ауысып кеткен шумақты сызып тастамақ болып бір тұрдым да, тағы ойға қалдым. Бұған біріншіден дәптер былғанады, ал екіншіден абай болса ұлы ақын, мен тәрізді жас талапкер оның бір шумақ өлеңін кәдеге жаратқан екен. Одан ұлы ақынның шалқар мұрасы немене азайып қала ма? Мен оны бәрібір баспаға ұсынып жатқан жоқпын. Сондықтан тұра берсін, сызбаймын. Сайып келгенде абай кім, мен кім? Екеуміз де қазақпыз, екеуміз де ақынбыз. Ақын ақынға қарайласпасын, жәрдемдеспесін деп еш жерде жазылмаған. Оқу жылы басталатын мезгіл жақындап қалды. Биыл 6-ға барам. Орта мектепті бітіргенге дейін әлі де болса 4 емес-ау сойылдай 5 жыл бар. Ой, қандай ұзақ. Адам болып шығу деген ойлап отырсаң машақат нәрсе екен ғой. Оқулықтарымның бәрін дайындап қойдым. Мамам Қайыпжан шоферге ақша беріп жіберген екен. Алматыдан ол су жаңа форма әкеліп берді. Амандық болса, 1 сентябрь күні Қожекең жарқ етіп, көшеге бір-ақ шығады сонымен. Енді оқу жылының басталуын шыдамсыздана күтем. Адам деген қызық қой. Оқып жүргенде демалысты аңсайсың. Енді міне, демалыста жүріп, оқуды сағына бастадым. Жазды күні қыс болса екен дейсің, қыста жазды көксейсің. Бұл неліктен? Адам баласының бабын қалай табуға болады? Дегенмен менің оқуды аңсауымда сап салмақты себеп бар. Оқу басталды деген сөз, жанармен бірге боламын деген сөз. Айтпақшы, ұмытып барады екенмін ғой. Бүгін лагердің жабылатын күні деген. Олай болса, Жанар келеді. Ура, Жанар келеді. Жанар. Қожатай, үйдемісің? Мүмкін, үйде шығармын. Қарап көріңіз, деймін қыздардай сызылған үнмен. Үйде болсаң, әлгі қызыл бұзауды тауып әкеп, қораға кіргізіп қойш. Мына ыстықта енді ол жайлар деймісің? Егер үйде болмасам қайтем? Үйде болмасаң да бар, деп әжем шорт кеседі. Мен оның қитығына түйе түсуге құмармын. Үйде болмасам, қалай барам? Сіздің жұмсағаныңызды естіген жоқпын ғой. Ей, қылжақтамай бар деймін. Бар деген соң. Айталық бармадым, әже. Онда не болады? Бармасаң тоқмаш жейсің. Піскен тоқмаш па, шекі тоқмаш па? Менің қылжағым тойғыза бастағандықтан әжем енді үндемейді. Бұзаулар жайылатын жаққа қарай жайлап басып келе жатырмын. Лүп еткен леп жоқ. Қапырық. Күннің бір шоқ ыстығы менің шекеме жабысып қалғандай күйдіріп, тесіп барады. Қызған жерді сипалап, басып қоям. Шошқаның жалындай сояу қайратты шашым алақаныма ып-ыстық болып басылады. Селоның шетіне шығып қалып едім. Сол кезде қарсы алдымнан шаңды бұрқыратып зарлап келе жатқан жүк машинасы көрінді. Кузовы толған бала, галстуктері желбіреп, шуылап өлеңдетіп келеді. Машина жақындап келгенде таныдым. Лагерден қайтып келе жатқан өзіміздің балалар екен. Әне, анау Жанар, маңдай шашы желбіреп, маған қарап жайлап күлімсірейді. Екі қолымды бірдей жебелеп, мәз-мейрам болдым да қалдым. Сәлем, қожа. Қара көже, қожа деген бірнеше дауыс қатарынан жамырап, ағызып өте шықты. Жанардың төбесін бір көргенім өлшеусіз бақытқа кенелгенмен пара-пара болды. Машина соңынан далбақтап тұра жүгіруден өзімді өзім әзер ұстап қалдым. Осы кезде қабақтан маңқайып келе жатқан өзіміздің қызыл бұзауды көрдім. Ісіміз жоқ тырғайлатып қуып ала жөнелдім. Қолды-аяққа тұрмайтын бейне бір құйын тәріздімін. Бұзауды басып озып, жосылтып, о жағынан бір шығам, бұл жағынан бір шығам. Не боп қалғанын түсіне алмай сасқалақтаған қызыл бұзау тасырлатып, шекті біреудің қорасына қойып кетті. Қызыл бұзауды одан жетелеп алып шықтым. Сол арада сап етіп, басыма бір ой келе қалды. Егерде қызыл бұзау адам тілін түсінетін болса, мен оның мойнынан аймалап, алдына тізерлеп отыра қалып, өтініш жасаған болып едім. Сүйкімді қызыл бұзауым, мен қазір сені тағы да тура қуған болайын. Сен ұстатпай қашқан бойда Жанар үйінің қорасына кіріп кет. Соңына мен жетейін қиқулап. Содан соң абалап үйттіреді. Үйден Жанар жүгіріп шығады. Мен оны бір айдан бері көрген жоқпын ғой. Мен оған бірдеңе айтармын. Ол да маған бірдеңе айтар. Жанармен соларда біраз сөйлесіп, сұхбаттасып қалайын. Қызыл бұзау бұны қайдан ұқсын? Қоя берсем болды, үйге қарай безгелі тұр. Жоқ, үйді қоя тұр. Сен маған әуелі қызмет істе. Мен бұзаудан ноқтасына жетелеп, Жанар үйінің алдына келдім. Ешкім қарап тұрған жоқ па деп, төңірегіме көз салам. Тым-тырыс. Ашық тұрған қақпадан бұзауды қораға қарай айдасам, бөтен аулаға жолағысы келмейді. Сол арадан жіңішке бір шыбық тауып алдым да, сауырға аямасаны осып жібердім. Шіркінге жаңыры екен, төргі бұрышқа бірақ барып жетті. Сүйеулі тұрған легенді құлатып, етті абалатып, ауаның әлек-шәлегін шығарды. Ойлағаным болып, сол кезде үйден Жанар жүгіріп шықты. Адам тасқынан не айтарын білмей қалады екен ғой.
Жанар, ана бұзауды бері қойып жіберші, деппін. Бұдан басқа ештеңе айта алмадым. Еттен үркіп, тырағайлап шыққан бұзаудың соңынан қуып кете бардым. «Уа, кім бар?» Даусы пошташы Көштібай қарттық кетті. «Мен бар», деп жүгіріп шықтым есік алдына. «Мен жыл сайын бірнеше газет-журнал жаздырып аламын. Қажет болса, атап берейін. Пионері журналы, Қазақстан пионері, Пионер правдасы, Лениншіл жас газеттері. Ал мамам Қазақстан әйелдерін алдырады. Мен әуелгіде бұны әйелдер журналы болғаннан кейін онша менсінбейтін едім. Сөйтсем нағыз қызық журнал сол екен. Көштібай маған Қазақстан әйелдер журналы мен Қазақстан пионер газетін ұстата берді. Басқа газеттер келген жоқ па? Жоқ. Есік алдында орындыққа отыра қалып, әуелі Қазақстан пионеріне көз жүгірте бастадым. Менің газетті соңғы бетіне бастап оқитын әдетім бар. Өйткені қызықты әңгіме, фельетондар, сықақ өлеңдер соңғы бетке басылады. Бұдан соң үшінші, екінші беттерге ауысам. Бұлай қарай жүрген сайын газет мазмұны қоңырлай береді. Ал бірінші бетте не жазылған тақырыбын оқымақ біліп алам. Осыған қарап мен газет шығарып отырған құрметті ағайлар оқушының мүддесін ескере бермей ме деп ойлаймын. Әйтпесе, газеттің ең соңғы бетіндегі материалдарды бірінші бетіне, ал бірінші беттен ең соңғы бетіне басса, қандай тамаша болар еді. Газетті алған бетте төңкеріп әуреленіп жатпас едік. Қазақстан пионерінің соңғы беті мені біраз бөгеп қалды. Атымәлім С.С. дейтін балалар жазушының көркейген көшелер дейтін әңгімесі басылыпты. Атына қарағанда және суреттерінің аңғартуынша балалардың көшеге ағаш отырғызуға айтылатын тәрізді. Иә, маңызды тақырып, керек тақырып. Көркейтейік көшені деген менің бұл тақырыпқа жазылған өлеңім де бар. Тағы бір асқақ өлең, жұмбақтар, Қытай халқының әзілдері басылған екен. Одан соң кейін қарай сырғып, келесі бетке ауыстым. Жоғарыдағы бір сурет көзіме жылы ұшырап барады. Шатырлы үйдің бір пұшпағы, жүк машина, кузов толған, қолдарына айыр-тырма ұстаған жарқын жүзді балалар. Астындағы жазуына көз жүгірте басадым да, орнымнан атып түрегелдім жынды адамдай. Сосын ас үйге қарай тұра жүгірдім. «Әже! Ау, әже! О не? Қарашы, газетке менің суретім шығыпты. Қарашы, міне, мынау ортада тұрған менмін. Міне. Әжемнің көзі онша жетіңкіремейді. Қайсысы? Мынау көп адам тәрізді ғой жапырлаған. Мен мынау, ең алда тұрмын ғой қасқая қарап. Осы менмін, дәл өзім. Басқалар кім? Өзіміздің балалар. Мынау міне, Темір. Мынау қолына тырма ұстаған Батырбек. Мынау басы қылтиып тұрған Жантас. Көрдіңіз бе? Жаңаөмір колхозы 7 жылдық мектебінің оқушылары жазғы демалыстарында артель шаруашылығына айтулы көмек тегізді. Суретте колхоздың шөп шабу науқанында үлгілі еңбек еткен бір топ оқушы. Суреттің астында жазуды әжем дауыстап ақырын оқып берсем де, кенет тілімді тістеп алғандай болдым. Аяғымды ұшынан басып, сыртқа ызытып отырдым. Мәссаған, мен бұның байыбына бармай мақтан көріп жатырмын. Ұят-ай, қандай ұят іс болған. Шөп шабыс науқанына мен қашан қатыстым? Қашан үлгілі еңбек еттім? Өлімнің ұят күшті деп бекер айтылмаған ғой. Осы оймен қабаттасып, бетіме қаным теуіп шыққанын сезінемін. Суретке қайта қараймын. Сол қалпы. Бәрін бір өзі тындырғандай қақ ортада қақсиған баяғы қожа. Батырының ойына түккіріп шықсайшы. Танауы делдеп, көріңдер мені дегенде кеудесін алға тосып, қасындағы басқа балалардан өрескел тұр. «Ей, сығыр, өзімнің де оңатын қылығым жоқ қой. Тым құрыса, бір жақ шетке таман қаға бер сұрсамшы. Кемелі балға шығатын не әкемнің құны бар десеңші». Қысылғаннан маңдайымнан бір құтып, тер шығып кетті. Енді балалар басы Жантас қу болып, мені күлкіде тым болды. Кенет басында қуанышты бір ой жалт ете қалды. «Ура! Ақыл табылды!» Суреттің астында жазуын сиямен танылмастай етіп, өшіріп тастайып. Сонан соң құйынша зарлап, бүкіл ауылдарлап көрсетіп шығуға болады. Тфу, неткен ақмақпын. Газет осы бір ғана дана болып шығып бекен? Қазір оны балалардың бәрі алып, оқып жатқан шығар. Айтып, айтпай не керек. Осы сурет мені талай тілгекке жем қылды. Бірақ біраздан соң мен де мойымайтын болып алдым. Балаларға, бәлем, енді мен жазда колхозда жұмыс істеген жоқ деп айтып көріңдерші. Айта алмайсыңдар. Менің жұмыс істегеніме Қазақстан пионерінің өзі куә, деп кеудемді қағам. Республика жұртшылығына мен осылай танылдым. Бүгін сентябрьдің 1-і. Парадтағы солдаттай жаңа формамды қатып, киініп, мектепке келе жатырмын. Қолымда су жаңа сары портфель, мойнымда желбіреген қызыл галстук. Кепкамның қалай тұрғаны тәуір болар екен деп, әлгінде айналында бірталай машақат шегіп, ақыры оң жақ шекеме таман сырғытып киіп едім. Соны байқамаққа көлеңкеме көз қиығымды салып қоям. Көлеңкем апозын болып, созыла түсіп, қалмай келе жатыр. Оның бір аяғы екінші аяғынан қысқа. Кепкамның сиқыдай пәлендей әсерлі емес, төбесі қодырайып шығып кеткен. Әне, алдымда Жанар үйі көрінді. Жүрегім лүпілдеп бұлқынан соғып кеткендей болды. Жанар мектепке кетті ме екен, кетпеді ме екен?
Бұл үйдің алдынан үкімет басшылары тұрған трибунаның қасынан өткендей кеудемді кере түсіп, сіресіп өтіп барам. Қайдан білейін, мүмкін терезеден Жанар қарап тұрған шығар. Жоқ, көз қиығымды тастап байқаймын. Жанардың қарасы көрінбейді. Алдымдағы көлденең көшеден папка қолтықтаған ақ көйлекті бір қыз шыға келді. Майқанова. Ойламаған жерден кездескен соң абдырап қалдым. Күзге дейін кім бар, кім жоқ деп, елемей кететін оқу жылының аяғы емес. Басымдағы кепкамды жұлып алып амандастым. Сәлеметсіз бе, тәтей? Қалай, Қадыров, жақсы демалдың ба? Деп сұрады Майқанова. Ішім қыбыте қалды. Қазір Сұлтан екеуміздің жайлаудағы масқара қылықтарымыз жайлы айтатын шығар. Жаман емес, деп күмілжідім. Сен жаздай қайда болдың? Жайлауда болдым. Бәсе, жайлаудан келгенің көрініп-ақ тұр. Күнге жақсы күйіпсің. Майқанова күле сөйлеп, нағыз Қарақожа енді болыпсың, деді. Деп, демді қайта шығарғандай болдым. Майқанова ештеңе сезбейтін тәрізді. Мен онымен қатарласып келе жатып, өзімнің мықты өсіп кеткенімді байқадым. Бойым Майқанованың бойымен деңгейлесіп қалыпты. Әлде Майқанова аласарып кетті ме? Жоқ, мүмкін емес. Қатерінің қазіргі киіп келе жатқаны бегөше туфли. Жіңішке қисық аяқтары маймаң-маймаң етіп, көйлегінің етегі сирағына оралғыштап келеді. Мектепке кірдім. 1 класстан бастап оқып келе жатқан осы мектеп маған туған анамдай ыстық та бауырмал. Жаңадан сырланған мұнтаздай еден, терезе жадырап күліп тұрған тәрізді. Мынау біздің класс. Әлі ешкім келе қоймаған түрі бар. Орынды қай жерден алсам екен деп біраз ойланып тұрдым. Мұғалімнің қарсы алдына отырсам қалай болады? Жоқ, одан да ең арты тиімді. Сабақ зеріктіріп жібергенде партаны ашып қойып, кітап оқып отыруыңа немесе өлең жазуыңа болады. Бірақ әдетте артқы парталарға сабақты нашар үлгеретін балалар әуес келеді. Өзіне сенімі күштілері қасқайып алды отырады. Немене, мен солардан кемем бе? Ең алға мұғаліммен бетпе-бет отырайын деген шешімге келдім. Менің ендігі күткенім Жантастың, Жанардың келуі. Қасындағы орында оған ұсынбақпын. Сосын жыл бойы Жанар екеуміз қатар отырамыз. Балалар біртін-біртін келіп кіріп жатыр. Жанар жоқ. Есік алдынан қыздардың үні естілсе, сол шығар деп ойлап қалам. Бірақ ол болмайды. Бір кезде Жантас оңбаған кіріп келді. Оның үстінде жаңа форма. Көрдіңдер ме дегенде аяғын ширатыла басады. Жантас қолын көтеріп, сәлем еңбекеріне, деді. Қазақстан пионері суретін басылғалы бері ол мені өстіп дәлге кетуді шығарған. Қасың бос па? Қара көше. Кекесін дауыспен, саған сақтап отырмын, дедім. Қамқорлығыңа рахмет, деп Жантасым елпеңдеп келеді. Партаны шетіне қарай сырғып, тосқауылдай қалдым. Бос емес. Кім бар мұнда? Түсінемісің қазақша айтқанды? Бос емес. Жанарға сақтап отырмысың? Ал, енді, қымбатты оқушым. Кінәласаң кінәла, кінәламасаң өзің біл. Мен өзімді бұдан әрі ұстай алмадым. Жантастың шақпа тілі бір ғана сәттің ішінде мені 3 рет түйреп үлгерді. Еңбек ері деп бір көкітті. Оның артынша қара көже деп атымда тәлке кетті. Жанарды және сөзге қыстырып отыр. Зығырданым қайнап кеткені соншалық, орнымнан ұшып түрегелдім де, Жантасты иығынан ұстап, жалт бұрылып, жұмсақ жеріне әдемілеп бір тептім. Қойсаңшы, еркек болғаны құрсында Жантастың. Маған бір әлгінде сесе, әлім келсін келмесін, соларда қолында өлем. Сондай бір ашығандық Жантастан да шығар деп ойлап едім. Мен оның бәлемнің түте-түтесін шығарып, жібі жіберуімен қақыды. Бірақ Жантас өйтпеді, сазарып үндемей қалды. Бар тіс жарып айтқаны, мен ойнап айтсам, дейді. Байғұстың дауысы да біртүрлі бешараланып шықты. Қайрат қарсылықтан жұрдай еді. Осы кезде классқа Жанар кіріп келді. Басында маған ғажап ұнайтын қызыл береткасы. Менің онымен мынадай әбігер халде тұрып, амандасуға да мұршам келмеді. Жанар орта шендегі басқа бір партаға отырғалы жатыр. Оңбаған Жантастың кесірінен жоспарым күл-парша болды. Мен Сұлтанды жайлаудан келгелі бері көргенім жоқ. Қайда екенін де білмеймін. Төңіректің 4 бұрышының сылтегенген бәрі мекен, бәрі өріс. Бірді бірге ұрып, жүрген болар жосылтып. Ей, Сұлтан, Сұлтан, сенің бойыңда кісі қызығарлық өнер қабілеттер толып жатыр-ау. Асауға шалманы қалай діл тастайсың? Неше саққа жүгіртіп, құйқылжытып, қалай тамаша сықырасың? Бие сауғанда шөпілдетіп жібересің. Жолдасыңа қоң етіңді ойып беруден тартынбайтын батылсың да, жомартсың. Бірақ арамдығың да бар. Өтірік айтасың, ұрлық істейсің. Егер оқуды тастамасаң, әлгі айтылған лас қылықтарынан ада болсаң, сенен түбіне жаман азамат шықпас еді. Менің Сұлтан жөніндегі пікірім осындай. Сұлтанды мен жиі ойлаймын. Одан ажырасқалы бері өзімді жарты кеш қалғандай, бірдеңем жетіспейтіндей сезінем. Ал Сұлтекеңнің қасында уақыттың қалай зымырап өткені білінбеуші еді. Бір күні мен мектептен қайтып келе жаттым. Қора бұрышын айнала бергенім сол еді, бір ит оқыстан ырр деп ала кеп түсті тақымынан.
баж етіп артыма жалт бұрылдым. Қарасам, ит түгіл сайтан да жоқ. Шидің түбінен сылқ-сылқ күліп, Сұлтаным шығып келеді. Ой, мықтап бір қатырдым-ау, қара көже. Нағыз су жүректің өзі екенсің ғой. Үйге барып, тезірек шалбарыңды ауыстыр. Ха-ха. Мен Сұлтаным мұндай көңілді келісті күтпеп едім. Жайлаудағы тойда оны Жұмағұлға ұстатып бермек болғаным, опасты қылығымнан кейін ол маған тісін басып жүрген шығар. Бір ыңғайын тауып, бәлем, әкемін танытар екен деп қауіптенетін едім. Жоқ олай емес, бұрынғы жолдастығымыз сол бәзбаяғы қас-қалпынан бұзылмағандай, қаймағы шайқалмағандай. Сұлтаным күлкіге шашалып, сықылықтап тұр. Реңінен жаулық ойлағанда ештеңе таңылмайды. Бұны көріп, мен бойымды тез жинап ала қойдым. Сұлтанға көңілімде дық сақтап жүрген адамдай өңімді суыққа салып, сен менен аулақ жүр, дедім. Не боп қалды қара көже? Анада мен неге тастап қашып кеттің? Соның адамгершілікке жата ма? Жә, қара көже. Соны әлі ұмытпай жүрмісің? Жұмағұлмен мен есептестім. Оған мынау деген әдемі күміс темекі сауыт апарып бердім. Бері қара, одан да сен қазір балыққа барасың ба? Сонау жоғарыдағы Киікбайдың өткелісін арықтамен ғажап бір қара су таптым. Балық деген саған өтірік, маған шын. Бықып жүр. Бардық болды, сүзіп аламыз. Торың бар ма? Дерменші Иванның торын аламыз. Ол менің досым, береді. Балық аулау тәрізді жаным құмар істен бас тартуға маған қиын еді. Жарайды, мен тамақтанып алайын, дедім. Сұлтан қанжардай бір торы атты біздің қораға кіргізіп байлап қойыпты. Соған баяғыша екі ерді ертедік те мінгесіп алып тартып отырдық. Шіркін, рахат ауа түсті. Еңсем көтеріліп, көңілім бірден гүлгіл жайнап кеткендей болды. Жолдан дерменге соқтық. Дерменші Иван қар Сұлтанмен шұрқырап көрісті. Екеуі темекі тартысып, бір-біріне жаңалықтар сұрасып, жетісіп қалды. Сіз бізге ауыңызды беріңізші, балық аулайық деп едік, деді Сұлтан. Иван ләмем деп бір ауыз сөз айтпады. Ау әне, үйдің үстінде тұр. Ала бер, деді. Ауды алып ап, әрмен қарай жөнелдік. Қалың тоғайдың ішінде ескі сүрлеумен сыпылдатып келеміз. Кей жерлерден бөстектей үйісіп бүлдірген сабақтары ұшырасады. Сол сабақтардың арасынан қып-қызыл болып, маржан жай жылт-жылт етіп, бүлдіргеннің өзі көрініп қалады. Түсе қап, теріп жегім келіп, аузымның суы құрып кетеді. Бірақ оған Сұлтан көнбейді. Оның жаны балыққа жетпей жайта бар емес. Сұлтан айтқан қарасу жыныс тоғайдың ішінде екен. Арнасы шұңғыл, тор салуға қолайлы. Атты анадай жерге талға байлап қойдық та, өзіміз жаяулап, аяғымыздың ұшынан басып келдік. Бұқып жүрген балығы қайсы деп, еңкейіп, мойнымды созып қараймын. Сол кезде Сұлтан кис деп, пробка тәрізді серіппелі жағаны бір теуіп қалып еді, кілең бір опыздан қара балық өріп шыға келді. Зу-зу етіп, жоғары төмен безіп барады. Түү, көбін-ай балықтың, деп айғайлап жіберіппін. Тсс, айғайлама, деді Сұлтан. Екеуміз сепеттес шешіндік те, қара судың аяқ жағынан бастап сүзуге кірістік. Маған Сұлтекең бір қылтаға торды ұсатып қойды. Өзі ұзын аша бас шыбықпен судың астан кестен шығарып, күмпілдетіп келеді. Көтер! Ботала топан лай судың ішінен торды жалма-жантық көтеріп алдым да, апауыр күйінде көгалдың үстіне сүйретіп тастай бердім. Бірін-бірі сабалап шошақтаған көп балық шүпірлеп, үйіліп түсті. Ура! Қара судың басы онша алыс емес. Төбешіктенген саздан шығады екен. Бас-аяғы бір сағаттай уақыттың ішінде сүзе көмейіне жеттік. Ұстаған балығымыз бір шөмеле болды. Енді міне, Сұлтан екеуміз пештің нақ төрінен орын алғандай отты мазатып жағып тастап, жетісіп балық пісіріп жеп отырмыз. Нан, тұз, балық асып жейтін ыдыс ала келмегенімізге өкінеміз. Сұлтекең кепканы теріс айналдырып киіп алған. Бір жақ қабырғасы қап-қара болып, қарылып піскен ыстық балықты күйлеш-күйлеш ұртына жөнелтіп жатып, қара көже айтшы, осылай өмір сүрген жаман ба? Деді. Мен ойымдағын айттым. Рақат, нағыз рақат. Ендеше оқып не азабым бар? Таста оқуды. Онда мен мамам өлтіреді. Өлтірмей қалсын. Кісі өлтірудің оңайын-ай, Бұрнаға жылы жәкем де маған, оқуды тастайтын болсаң, жота терінен таспа тілмесем не қылсын? Онда екі қолымды төбеме қойып беземін сенен деп, ансу үшушет. Солда түк істеген жоқ қой. Белбеумен жотама екі осқанда, өзіңе қарай тұра жүгіріп ем, екі көзі шарасынан шығып, өзің зәресі ұшты. Артымнан қуып жетіп, құшағына алып, оқымасаң, оқымай-ақ қой. Әйтеуір түрі жүр қожалғыз деп, аймалап, сүйіп, үйге келді. Содан бері қарай ләм деп, ауызын ашпайтын болды. Ал егер мамаң саған қол тигізетін болса, онда милицияның тура өзіне жүгір. Баланы ата-анасы ұрсын деген заң жоқ бізде. Бұл үшін олардың көкесін танытып жібереді. Мамам мені өлтіреді дегенім, әрине, жай сөзім. Мүмкін, сәби кезімде ұрса, ұрған шығар. Бірақ ес білгелі ол маған қол тигізіп көрген емес.
Қандай реніші болса да сөзбен айтады, қас-қабағымен білдіреді. Қымс етсе, әй тоқмаш жейсің, тоқмаш берем, деп күш көрсететін ол әжемнің әдеті ғой. Бірақ оның тоқмашта жапырайған аузынан ұзап көрген емес. Оқуды тастау менің пәруемде жоқ нәрсе. Жоқ, мен оқу тастай алмайым, деді үзілді-кесілді. Оның да дұрыс екен, деп иланды Сұлтан. Сен оқуды тастасаң, маған лесіп тастады деп, екеумізді бірдей қудалап пәле қылады. Оқи бер, оқудың түбіне сен-ақ жет. Мүмкін кейін дырдай бастықтың бірі болып шығарсың. Сонда маған шапағатың тиер. Машинаңды бере тұршы деп барсам, қалайша бермейсің? Мен бастық болмайым, дедім. Енді кім боласың? Мен өзім үлкейгенде жазушы болатындығыма кәміл сенем. Бірақ тап қазір Сұлтанға немесе басқа біреуге солай деп айтып көрш, жатып кеп келеке қылады. Кім болатынымды өзім білем. Біраз қалжыңдап әлденіп алғаннан кейін Сұлтан екеуміз балықтарды соя бастадық. Күн кешкіріп, тоғай үшін көлеңке басып кетті. Ызыңдаған біз тұмсық сармасалар көбейді. Балықтың ішін жарып жіберген бетте Сұлтан оның торсылдағын алып, тарс еткізіп, маңдайына бірді соғып қалады. Өстіп-өстіп оны маңдайы сап-сарала болып боялды. Сұлтан кенет, «Қара көже, қарақшы болғың келе ме?» деп сұрады. «Қайтып, осы араның бір жерінен көрінбейтін етіп күрке жасып аламыз. Балықты мол етіп кептіріп жайып тастаймыз. Кейде мүмкін жолға шығып кісі тонаймыз. Бұрынғы қарақшылар қайтып өмір сүрсе, біз де сөйтеміз. Біздің ыдыс-аяқ, мылтық ештеңеміз де жоқ қой. Оның бәрін үйден әкеліп аламыз», деді Сұлтан. «Бұл бір керемет болар еді ғой. Мен оқуды қайтемін. Оқуыңды оқи бер. Біз күндіз емес, түнде қарақшылық істейміз». Сұлтанның идеясы мені қызықтырып жіберді. Иә, бұл шынында да ғажап болар еді-ау. Шіркін, бір түнде жанарды да ұрлап әкелер едік. Ол бізге ас пісіріп, кірімізді жуып берер еді. Балықтарды сойып болғаннан кейін әдемілеп тұрып шыбыққа кітіздік. Содан кейін маңайдан күрке жасайтын ыңғайлы жер іздей бастадық. Ондай ыңғайлы жер судың дәл жағасынан табыла кетті. Ит тұмсығы батпайтын жыныс көк талдың арасы. Талдың желкілдеген ұштарын шырмап, айнала тоқып тастап едік. Іші ұядай ғана әдемі қуыс пайда болды. Оның оймақтай аузынан бір кісі еңбектеп азар сияды. Үңгірге Сұлтан рақаттана қарап тұрып, «Қараш, қара көже, тамаша емес пе? Бұларда 100 жыл тұрсаң да, төбеңнен дәл келіп түспейінше жаңадан таба ма?» дейді. «Таба алмай қалсын, тіпті дәл келіп түскен адамның өзі бұның асы қуыс деп ойламайды. Қатып кетті. Өмір деп, міне осыны айт. Мылтық әкелеміз, менің келіскен фенкам бар, оны әкелеміз. Эх, қара көже, өмір бойы көрмеген рақатыңды көрсетін болдым-ау. Бірақ, қара көже, біз мынаған келсек, ендігәрі бір-бірімізге жаздағыдай опасыздық істемейік. Шын адал дос болайық. Қарақшылар бірі үшін бірі жанын қиюға тиіс. Кәне, әкел қолыңды». Сұлтан екеуміз қол алыстық, шынашақ ілместірдік. Сұлтан оны сол қолының алақанымен қырынан бір қойып үзді де, «Тоқта, біткен жоқ», деп шөпшек ағашпен жерге дөңгелек сала бастады. «Бұл не? Бұл қызыл ошақ. Кімде-кім сертті бұзатын болса, ойнеде тозақта шынжығырылады». Дөңгелектің ортасына ғасыр Сұлтан сызықтар жүргізді. Сонан соң етпетіне жата қалып, сол сызықтардың түйіскен жеріне маңдайын тегізді. Бұлырымды мен де істедім. Кешегі күні бойы әрекеттен кейін тұяқ серппей қатып ұйықтап қалыппын. Әжем жұлқылай оятты. «Қожатай, әкем-ау, сен бүгін сабағыңа бармаушы ма едің?» Көзімді ашып алып, қабырға сағатқа қарасам, 8-ге 15 минут қалған екен. Атып тұра келіп, тез киіндім де, беті-қолымды шайып жіберіп, бір кесе айранды тікенмен тік тұрған күйде қотара салдым. Кеше титықтап келіп, сабақ қаруға мұршам болмап еді. Бүгінгі болатын пәндері сумкама асығы салып алдым да, мектепке жүгірдім. Қоңырау соғылып кетіпті. Бірінші сабақ орыс тілі болатын. Анфиса Михайловна классқа жаңа кіріп барады екен. Тасырлатып жүгіріп келе жатқан мені көріп, тоқтай қалды. Мұғалімдердің ішіне бұл өзі алтын адам. Былтыр бізді мектепке педучилищені бітіріп келген. Жазда барып, институтқа сырттан оқуға түсіпті. «Қадыров, немене, ұйықтап қалғансың ба? Тоқта, галстугыңды түзе». Өмірімді сипалап таппаған галстугым. Сөйтсем, иығыма шығып кеткен екен. Бұрып әкеп, орнына қойдым да, зып беріп, классқа кірдім. Балалар дүр етіп түрегелді. Маған емес, әрине. Артында келе жатқан оқытушыға құрмет көрсеткендері ғой. Бірақ мен оны басқаша қабылдадым. Бір секундқа кідіріп, мұрнымды көкке шүйіріп, маңғаздана қалдым да, қолымды кеудеме қойып, тәжім еттім. Бұның балалардың құрметіне сыпайыгершілікпен қайтарылған жауап болды да шықты. Балалар ду күліп жіберді. Анфиса Михайловнаның қас-қабағын аңдамаққа, артыма жалт бұрылып қарап едім, оның да күлімсіреген жүзін көрдім. «Ей, Қадыров, шығармайтын жұғау» дегенде Анфиса Михайловна жымиып, басын шайқап қойды. Адам жаны ол керемет түсінеді. Мақтанғаным емес, кластағы орыс тілін тәуір біледі дейтін оқушының бірі менмін. Өткен жылдың барлық 90-да да бұл пәннен ауызша, жазуша ылғи 5 бағалар алдым. Анфиса Михайловнаның мені тәуір көретіндігіне мүмкін бұл да себеп шығар.
Жаңа сабақты түсіндіріп болғаннан кейін ол: «Ал, балалар, Пушкиннің қысқы кешін жаттап келдіңдер ме?» деді. «Жаттап келдік. Тәтей, мен айтайыншы?» «Мен айтам. Анфиса Михайловна, менен сұраңыз», деген дауыстар бірін-бірі баса көктеп жамырап кетті. Сендер дәл осы сәттегі Қожекеңнің халін білсеңдер етті. Менің кеше сабақ қарауға мұршам болды ма? Үйге келе орынға отыра келіп жеттік. Одан кейін Сұлтан ат ұстап келейік деп жайылымға ертіп барды. Содан соң Хасеннің мәрзиясын қай жерде айналдырып жүргенін білеміз деп ел жатқанға дейін бостан-босқа Хасеннің үйін торуылдадық. Кім айналдырса сол айналдырсын, бізге оның керегі қанша, деймін Сұлтанға. «Керегі бар», дейді Сұлтан. «Не керегі бар?» Жауап беру орнына Сұлтан ауыр күрсінеді. «Қара көже, саған мұны түсінуге әлі ерте», дейді. «Бопты, сен ақ түсін. Қысқы кеште жаттап келмек түгіл мен ондай тапсырма берілген ұмытып та кеткен екем». Есіме мұғалім айтқанда ғана түсіп, бүйірімнің түп жағы қып ете қалды. Масқара, сұрай қалса масқара болдым-ау. Анфиса Михайловна тақтаға шақырып сұрай бастады. Әуелі Балабекова деп Жанарды атады. Жанар сабаққа дайындалмай келуші ме еді. «Буря мглой небо кроет, вихри снежные крутя» деп бастады да сыдыртып, тоқтамай айтып шықты. «Жарайсың, Балабекова, отыр». «Жарайсыңды Жанарға ашымне мен де айтып жатырмын». «Япырай, енді мені шақырып қалмаса егет. Жазған басым, кеше осы өлеңді бір жапырақ қағазға көшіріп, балық қала кетсем ғой». Ерігіп, демалып отырғанда теп-тезақ жаттап алам. «Тұрсынбаев», деді мұғалім. Менің желкемне қылқиып, арт жағымда отыратын Жантас орнынан түрегелді. «Буря мглою, тақтаға шығып айт. Бәрібір емес пе?» «Ох, сұмпайы Жантас, сұмпайысын қарай көр. Партаның астына кітапты ашып қойып, бір көзі мұғалімде болса, бір көзімен соны сығалап тұрмақшы ғой. Өйтіп көрген күнім құрсын да». Жантастың пасық қулығына жем бола қоятын адам Анфиса Михайловна емес. «Тәртіп жұрттың бәріне бірдей, тақтаға шығып айт», деп ол дегеннен қайтпады. Жантас мұрнын уқалап, тырып-тырып басып, тақтаға шықты. «Ал енді айт, буря мглою». Жантас осыны айтты да жым болды. «Дальше?» «Мұғалім, мен жаттамай келіп едім». «Неге жаттамадың?» «Диірменге барам деп уақытым болмай». Анфиса Михайловна Жантасқа біраз қарап тұрды да: «Мүмкін, орныңа барып айтатын шығарсың», деді. Біз ду күліп жібердік. «Отыр, Тұрсынбаев. Осымен, міне, екінші рет екілік бағалап отырсың. Үйге берілген тапсырманы орындамай келгеніңмен қоймай, қулыққа басып, мұғалімді алдамақ боласың. Бұның жаман. Бұдан бұлай мұндай қылығыңды маған көрсетпейтін бол. Білсең, білемін деп, білмесең, білмеймін деп шыныңды айт. Сол керек залым Жантас. Кірмегенің қара жер, сауап болды. Біреуді атыстырып, зымиянды ойлағанша сабақ оқысам болмас бет». Бір ойым осылайша Жантасты алып, жетісіп жатса, екінші ойым төбемнен тас құлауын күткенде үрейлі халде. «Қазір тақтаға сен шақырсақ айтесің. Сен не деп сылтау айтасың? Сұлтан екеуміз балық аулап, қарақшылық өмірдің қамын жасаумен болдық демекшімісің?» «Жақанов», деді мұғалім. Тағы бір қатерден жаным қалғандай ух деп демімді шығардым. Менің байқауымша, әр мұғалімнің сабақ сұрау тәсілі әртүрлі. Мәселен, Байқанова тісімнің басын төмен қарай қуалап сұрайды. Онысы біз үшін рахат. Өзіңе де неше қошы қалғанын, сенен қашан сұрау мүмкін екенін біліп отырасың. Ал Анфиса Михайловна өйтпейді. Алфавитті қуаламай, тәртіп сақтамай сұрайды. Қазір тісімнің басында біреуді айтаса, одан соң соңғы жағынан біреуді атайды. Бүгін сұраған адамнан ертең тағы да сұрау мүмкін. Қысқасы, ол кімнен сұрағысы келсе, содан сұрайды. Оның ой пиғылым күн ілгері аңдау мүмкін емес. Менің ендігі бар үміт артқаным қоңырау үні болды. Шіркін-ай, сол сыңғырлап қоя берсе, жаным қалар еді-ау. Келесі жолы қысқы кешті қатырып жаттап келіп, бірінші болып айтар едім. Әне, мұғалімдер бөлмесінің есігі ашылғандай болды. Дәуде болса, бұл шыққан кезекші әйел. Жұдырықтай ғана сүйкімді сары жез қоңырау соның қолында. Қазір сыңғырлап қоя береді. Жоқ, бұл шыққан кезекші емес көрінеді. Басқа біреу болды. Япырай, 45 минут уақыт ендігі өтсе керек еді ғой. Бұл мұнша неғып созылып кетті? Әлде кезекші әйел тысқа шығып кетіп, біреумен сөйлесіп тұрып қалды ма? Әне қоңырау? Жоқ, бұл арбай келіп өтіп бара жатқан. Жақанов та зулатып айтып шықты. Бұның бәрі бүгін тез айтқыш болып кеткен екен. Мұғалім еңкейіп, оған баға қойып жатыр. Жаным қылпылдап тырнағымның ұшына келді. Ендігімді шақырар екен. «Қадыров!» Төбемнен шатыр етіп жай түскенде болды. Не істерімді білмеген меңіреу халде орнымнан сүйретіліп түрегеле бердім. Маңдайымнан бір құтып, суық терім шығып кетті. Ох, шіркін-ай. Адам өмірінде сипаттап айтуға тілің жетпейтін неше алуан бақытты минуттар бола береді-ау. Соның бірімен дәл осы сәтте бастан кештім. Мен ләм деп үлгергенімше дәлізден қоңырау үні сыңғырлап қоя бергені. Жарайды, отыр Қадыров. Сенен басқа жолы сұраймын, деді Анфиса Михайловна. Буын-буынымнан әл кетіп,
орныма сылқ ете қалдым. Мектептен келе жатып Сұлтанды көрдім. Біздің қашаға сүйеніп, қолынан бүктеп ұстаған дырау қамшының етігіне ұрғыштап, тықыршып, менің жолымды тосып тұр. Жоқ, тойға бүгін бармаймын деген ойға келдім. Сабақ оқимын. Ертең қысқы кеште жаттап баруым керек. Одан басқа да тапсырмалар толып жатыр. Қара көже, таста кітабыңды. Кеттік. Мен бүгін бара алмаймын. Неге? Сабаққа дайындалам. Үйге тапсырманы сондай көп берді. Ой, қара көже, сол да сөз бе екен? Жүрші, мен саған не әкелгенімді көрсетейін. Сұлтан мені қораға ертіп кірді. Торат байлаулы тұр. Жеп-жеңіл бүктеме шетті мылтық ертің қасында ілулі. Теңгейген былғары қоржынның 2 бас тола картоп, нан, қанжығада дөңгелек қара шелекше. Міне, не керектің бәрін тауып әкелдім. Оқ дегенің жетеді. Сұлтан қалтасынан шүпілдеген бір қора оқ алып көрсетті. 50 оқ. Тағы біреу 100 оқ тауып берем деп уәде қылды. Мен солқылдай бастадым. Мынаның бәрін көре тұрып қалайша солқылдамассың? Онда біз кешке ертерек қайтып келейік. Мен үйге берілген тапсырмаларды орындауым керек. Жарайды, орындарсың. Тораттың сып-сып еткен аяңымен тоғай ішіне келіп кірдік. Қоян, қырғауыл көрінсе атпақшы болып, Сұлтан мылтығын оқтап, дайын ұстап келеді. Бірақ сауысқаннан басқа ештеңе кездесе қоймады. Сұлтан екеуміз кезектесіп ат үстінен сауысқан айтқылай бастадық. Тегіз алмадық. Мынау міне кешегі балық аулаған қара суымыз. Аттан түсіп, тал үңгірімізге кірдік. Торымызбен ұстаған балығымыздың барлығын кеше осындай қалдырып кеткенбіз. Мәссаған, талға түсіп қойған балығымызды қисыпыр етіп, бір нәрсе түгін қалдырмай жеп кетіпті. Бас сүйектер мен қылтанақтың жұғын жырнағы ғана шамшылып жатыр. Не жеу мүмкін? Ит пе? Құс па? Қасқыр ма? Түлкі ме? Басымызды қанша қатырып ойласақ та байыбына бара алмадық. Әйтеуір адам алмаған ақиқат. Адам бүйтіп бүкіл уақытта шекілі жемеген болары және ол торты да қоса кетер еді. Ойламаған жерден жолыққан бұл жағдай бізді секемдендіре түсті. Шешініп тастап, тағы да тор сала бастадық. Міне қызық, кешегі өріп жүрген көп балық бүгін көрінбейді. Азайып қалғаны ма? Жоқ әлде басқа жаққа ауып кетті ме? Еңбегіміз жанбады, мардымсыз азғантай ғана балық ұстадық. Бірақ оның рақаты кешеден артық болмаса, кем болған жоқ. Жылымсыған тұсыз құры балықты отқа пісіріп жегенде емес, картоп турап, қатырып сорпа жасап іштік. Балық болса, жоқ. Енді не күн көреміз, дедім Сұлтанға. Қоян, қырғауыл аулаймыз. Ол да жоқ қой. Неге жоқ? Осы тоғайдың арасы толған қоян мен қырғауыл. Тіпті елік те бар. Бірақ олардан не таң азанына әйтпесе кешкі салқында жайылымға шыққанда аулау керек. Күндіз олар қыбыр етпей бұта-бұтаның түбінде, шіліктің арасында жатып алады. Біз маған келістік. Ертең күн, сенбі, төсеніп жамылатып бірдеңелерімізді алып, қонуға осында келеміз. Түней жатып, кешінде тоғайдан аң аулаймыз. Түнде қара жолға шығып, қарақшылық істейміз. Жүргіншілерді тонаймыз. Келістік қой, келістік. Майқанова науқастанып қалыпты. Сабағы болмады. Бұған, әрине, біз пәлендей қайғыра қойған жоқпыз. Қайта жек көретін мұғалім ауырып, сабаққа келмей қалса, балаларда одан үлкен қуаныш бар ма? Кластың іші мәз-мейрам улап-шулаған дауысқа толып кетті. Домымызды алып, дүркіреп, волейбол алаңына қарай жүгірдік. Класста бірмен-бірі бақас екі команда бар. Орын-орнымызға тұра қалдық та, ойынды дереу бастап жібердік. Егер сенбесеңдер, келіп көрулеріңе болады. Мен волейболды жаман ойнамаймын. Ал бұл жолы ерекше бір шабытпен ойнадым. Талай қыңыр топтарды қиырдан қағып алып, жалт-жұлт етіп, жан таппай жүрмін. Мүмкін тобыммен келіп, біздің ойынымызға қыздар қарап тұрғандықтан осылай шығар. Жанардың алдында нашар ойнауға менің қандай қақым бар? Кейбір шебер қимылдарым өзге түгілі өзімді де түйсіндіреді. Бір рет қиын бір топты жығылып жатып алғанымда қайтерсің? Етпетімнен 4 тағандап дік ете қалдым. Бірақ топты аспандата қағып та үлгердім. Өй, жарайсың. Өлме, Қарақожа. Молодец, деген дауыстар жамырап кетті. Орнымнан лып етіп, тез түрегелдім де қыздар жаққа көз салдым. Олар да мәз. Жанар, япырау, Жанар қайда? Мыналардың ішінде Жанар жоқ қой. Бағанадан бері мен Жанар қарап тұр екен деп, жанымды пида етіп ойнап жүрсем. 8-де 8, тепе-тең, топты оң жақ береді. Топ беру менің кезегім екен. Аяғасын еңсемді әлдеқандай көңілсіздік басты да, қалай болса, солай ұра салдым. Топ торға барып дейді. Өй, саған не болды? Не қара басты? Қара көже. Мұның не? Ашу зеңе түсіп кетті ме? Қолымнан шығып кетті, деп сылтаураттым. Біздің команда ұтылып қалды. Мен ойнамаймын, дедім. Орнына жүгіріп барып, басқа бала тұра қалды. Жанар қайда? Оның класста орнын тапжылмай кітап оқып отыратын бір әдеті болушы еді. Қолымның шаңын шаршыт қағып, мектепке қарай бет алдым. Классында сабақ жүріп жатыр. 7-ші кластың есігі сәл ашық тұр екен. Тарихшы Оспановтың дауысы саңқылдап естіледі. Аз ұлттар теңдік алғысы,
өздерінің ұлттық қасиеттерін сақтап қалғысы келсе, бірі өлері керек. Қорқау империалистер онсыз олардың дыбысын да шығармайды. Өзіміздің классқа кірдім де сілейіп тұрып қалдым. Көргенімнен де менің мұны көрмегенім артық еді ғой. Класста Жанар мен Жантас екеуі ғана отыр. Басқа ешкім жоқ. Отырғанда жайдан жай отырған жоқ. Бір партада, Жанардың партасында бірін-бірі тақала түсіп, әлдеқандай бір суретті журнал оқып отыр. Беріліп оқып отырғандары соншалық бастары түйісіп кеткен. Маған бір көз тастады да, екеуі өздерімен өздері бола берді. Оқып отырған Жантас еді. «Не оқып отырсыңдар?» деп мен қастарына келдім. Назар аудармайды. Көзімді салып байқасам, олардың мұнша қадалып отырғандары чех саяхатшылары Зигмунд пен Ганзиліктің Африка туралы жазған очерктер екен. Барын салып, мәнерлеп, құбылды бұқойды Жантас қу. Жанар оны ұйып тыңдап отыр. Не істерімді білмей, сілейіп тұрдым да қалдым. Ішімде әлдеқандай бір отты құйын көтерілгендей болды. Мен Жанармен бірде-бір бұлай отырып көрген жоқпын. Неткен ақмақпын десеңші. Сабақ болмай қалғанда өсіп қызықпыз журнал тауып әкеліп, Жанарға оқып беру бұған дейін ойыма неге келмеді екен? Жантастың қуын. «Жүр волейбол ойнаймыз» деп Жантасты иығынан жұлдым. Сол кезде Жанар шытына қарап, «Қожа, бөгет жасамашы» дегені бар емес пе? Мәссаған керек болса, мен оның аузынан осы сөз естимін деп ойлап бедім. Төбемнен асық су құйып жібергендей жидеп түстім. Өз орныма бардым. Портфелімді алып, ақтара бастадым. Не іздегенімді өзім де білмеймін. Жүрегім дүрс-дүрс етіп, қабына соғады. Мыйсызбын-ау, мыйсызбын. Ештен ойлап табуды білмеймін. Қашанда басқалардың ісіне қызығып, қызғанып тұрам. Менің де басым жұмыс істейтін заман болар ма екен? Болмас па екен? Портфелімді орнына қайта қойып, сыртқа шығып бара жатырмын. Жанар мен Жантас әдейі қарамауға, оларға менде назар аудармауға тырыстым. Дегенмен, есіктен шыға беріп, көз қиығымды бір тастап өттім. Дәл осы минутта Жанардың да маған қабағының астынан сүзіле қарап қалғанын аңғардым. Көздеріміз бір сәтке түйісіп өтті. Қателеспесем, Жанар күлімсіреген тәрізді болды. Маған күлімсіреді ме, жоқ әлде тыңдап отырған очерктің қызығына елтеді ме? О жағын мен талдап, пайымдай алған жоқпын. Жанар күлімсірегенде мені ашу шақырып, қабақ шытқандай бір қыр таныттым да, есіктен сыздап, тығылып шығып кеттім. Жоқ, мен Жанарға айтуым керек. Мүмкін ол менің оған шын не екенімді. Япырай, осы бір сөздің қорқынышы-ай. Мейлі, ауруды жасырғанмен өлім әшкере қылады дейді ғой. Бүгін жасырғанмен, ертең есейгенде бәрібір әшкере болады. Сондықтан неде болса оқушыға турасын айтуға тиіспін. Менің оған шын ғашық екенімді мүмкін Жанар білмес. Білсе, Жантаспен неге солай отырады? Сондықтан мен оған айтуым керек бәрінде. Үлкейгенде кім болатындығымды, менен басқа ешкімді Жанар сүймеу керектігін, бәрін жасырмай айтуға тиіспін. Айтамын. Тап қазір сабақтың тарасымен онымен үйге бірге қайтамын да, жол-жөнекей, Жанар, ғафу ет, менің саған айтатын сөзім бар. Ол мынау, деп түк қалдырмай айтып берем. Немене, қолымнан келмей ме? Келет, мен сол жерге емеспін. Айта алмасам бар ғой, не деп ант ішсем екен? Міне, соңғы сабақта аяқталды. Жанарды аяқтап, сыртқа қатарласып-ақ шықтым. Жүрегім лүп-лүп етіп, артыма қарасам, Жантасқа өлесіп келеді екен. Оның көзқарасы маған, айтам деп, кіжеген соң, айтпайсың мен, батыр болсаң айт, деп, әрі келемеждеп, әрі аңдып келе жатқандай көрінді. Бойым тітіреп, дірілдеп кеткендей болдым. Жантас қана емес, балалардың бәрі Жанар екеумізге қарап, бұлар не сөйлер екен деп, құлақ түріп бара жатқан тәрізді. Жоқ, одан да хат етіп жазып берейін. Міне осым жөн, осы дұрыс деген ойға келдім. Ауызша айтқанда, мүмкін бірдеңелерді ұмытып, айта алмай қалармын. Ал хатта қатырып, тәптіштеп тұрып, бәрін де жазуға болады. Күн райы бүгін бұзылыңқы. Күз болғанын білдіргісі келгендей желдетіп, қабақ түйіп тұр. Талайдан бері мөлдіреген ашық ет. Сірә жауатын түрі бар. Жастарым бұрынырақ жасап болып, үзіліп түскен бірлі жарым қуаң сарғыш жапырақтар байқалады көшеде. Мен тамақтанып отырғанда тысырлап күн жауа бастады. Жынды бір қойын есік алдында зырғағып, ана босағаға бір, мына босағаға бір соғылды. Шаңдатып жіберді. Мына қанжауыр қайтеді деп, әжем есікті жабуға ұмтылып еді. Қойын оны одан бетер ызаландырмақ болғандай, лезде аяғының дәл астынан келіп шықты да, көйлегін дөңгелентіп кеуектей түріп жіберді. Кешегі уәдеміз бойынша сұлтан келіп қалар деп күтіп едім. Келмеді. Тап қазір оның келмегеніне мен қуанбасам, ренжігем жоқ. Төреге кіріп, столыма жайғасып отырдым да, Жанарға хат жазбақшы болдым. Сағат қазір 1:30. Сағат 2 болды. 2:30 болды. 3 болды. Столымның үсті қиқымдалып, жыртылған қағазға толып кетті. Осының бәрі Жанарға жазылған хаттар. Жазамын, ұнамайды, жыртамын. Тағы жазам,
Тағы жыртам, бір дәптері таусуға айналдым. Жай сөзбен де жазып көрдім, өлеңдетіп те жазбақшы болдым. Болмайды. Көңілімдегі лықсып тұрған көрікті ой қағазға түскенде өңезіп, өңі қашып кетеді. Жай ғана әсерсіз бірдеңе болып шығады. Жанар, мен сені керемет жақсы көрем. Тфу, осы сөз бе? Жақсы көрудің керемет емесі бола ма екен? Жанар, мен сені сүйем. Қандай тұрпайы, құдды кинодағы секілді. Қозы мен Баян секілді болайық. Бұл да емес, ісміс жоқ. Түйден түскенде етіп, бұл ненің қисыны? Әуелі бас жағын былай жұқалап жазу керек емес пе? Содан біртін дамытып, сонда қалай жұқалап, қалай дамытпақшымын? Екі нәрсені жазудың қиындығына менің көзіме әбден жетіп болды. Бірі қызға хат жазу, екіншісі шығарма. Өлең жазғанда емес, мұның машақаты да жетерлік көрінеді. Мінеки, осы повесті жаза бастағанымда 2-3 айдың жүзі болды. Қашан аяқтаймын, немен аяқтаймын? Ол жағы маған әлі мәлім емес. Неде болса, бір тиянаққа тезірек келіп, бас-аяғын көмкеріп, ал халайық ендігі төрешісі өздерің болыңдар. Мен қолымнан келгенін істедім, бағасын өздерің беріңдер деп, жұртшылық талқысына ұсынғанша асықпын-ақ. Әрине, мен бұл повесті ойдан шығарып, немесе басқа біреу туралы жазып отырсам, онда тағы қанша жазарымды, оның немен тынарын да күнделерге тұспалдап білген болар едім ғой. Менің қазіргі мүмкіндігім мұндай емес. Өз басымнан кешкен оқиғаларды тізбектеп отырған хатшы тәріздімін. Бірақ сол іркес-тіркес оқиғаларды біріне бірі қалай болса солай матап жабыстыра бергенмен ол көркем шығарма бола ма? Әрине, болмайды. Сыншылар айтатындай, оны жазушылық електен өткізіп өңдеуім, сұрыптауым, бір желінің бойына маржан айтып тізе білуім қажет. Творчестволық еңбектің осы нәзік жақтары менің қолымнан келе жатыр ма, келмей жатыр ма? Құрметті оқуымды жалықтырып жіберген жоқпын ба? Неғұрлым ілгерілей түскен сайын сені осы жай қаты толқытып, жүрексіндіреді. Бірақ, достарым, бейнетсіз еңбекте зейнет бола ма? Арзанның желігі татый ма? Қиындыққа құлаш сермеу біздің салтымыз емес пе? Бастап қалған екенмін бұл еңбекті, 7 қабат терім сылынса да, аяқтап шығуға міндеттімін. Кешке дейін күннің өзі жасы тыйылмады. Біз тоғайға келе алмадық. Бүгін таңертең тұрып қарасақ, аспан мөлдіреп тұр. Кеттік, деді Сұлтан. Кеттік. Торатқа баяғыша 2 ермірттеп міндік те жөнеп бердік. Екеуміз де қарулымыз. Мен Сұлтанның мүйіз сапты кездігін беліме тағып алдым. Ал Сұлтанның тақымында шиті мылтық. Құдай жолды оңғарса деп, бұл біздің аңылып шыққан бетіміз. Түске дейін сандалып, ештеңе де аталмадық. Бір жерден қоян кездесіп еді, орғып безіп бара жатқанда, адам тіпті көзі үлгеретін емес. Әйтеуір бетке алып, тұспалдап, атқан оғымыз лағып, тимей кетті. Ұнжырғамыз түсіп, шаршап келе жатсақ, өзен жағасына бір топ қаз жайылып жүр екен. Бұлары ауылдан алыстау, едәуір жер. Сұлтан оқтаулы келе жатқан мылтығын кезеп, мына қаздың біреуін жалпасын түсірейін бе? Деді. Қой, пәлесіне қаламыз. Сөйткенше болмады, Сұлтекең басып салды. Қаздың бірі жалп етіп құлап қалды. Тыпыр-тыпыр етіп, тұра алмай жатыр. Аяғын сірете қарыстырып бір ышқынды да қаз өліп қалды. О, Құдай атсын. Пәле болды ғой. Енді қайттық. Ешкім көрген жоқ. Күркеге апарып пісіріп жейміз. Қазды алып, соқтырып отырып, күркемізге келдік. Келсек, мына қызыққа қараңыз. Күркеміздің іші тағы да тәптер. Азық-түлігімізді салып, аузын буып, тығып кеткен дұрбамыз пәре-пәресі шығып, жыртылып жатыр. Бірдеңе нанымызды жеп, картонымызды шашып кетіпті. Бұл, мен білсем, түлкі сұмпайының істеп жүргені, деді Сұлтан. Қарнымыз әбден ашып кетіп еді, ас істеп жеудің қамына кірістік. Сұлтан бір қолдатып қаздың жырын жыла бастады. Мен шөпшек теріп, от жақтым. Қаз семіз екен. Сұлтекең теңкитіп, сирағынан ұстап, үйтіп отыр. Кенет дәл бет алдымыздағы талдың арасынан сумаң етіп, бір салтатты шыға келді. Сұлтан екеуміз қазы тықпақ түгіл, қас қағып та үлгермей қалдық. Салтатты мектеп директоры Ахметовтың әкесі Ахмет шал еді. Оу, балалар, бұларың не? Жай, мына бір қаз атып алып едік, пісіріп жейік деп отырмыз, деді Сұлтан. Қайдан атып алдыңдар? Ұшып бара жатқанда атып алдық, деп Сұлтан аспанға қарап қойды. Қой, сендер қаз атып алсаңдар, мынау жабайы қаза емес, үлкен ғой тегі. Әдейі үлкенін таңдап аттық, деді Сұлтан. Шал біздің шашылып жатқан ыдыс-аяқ киім-кешегімізге, ауыз өңіреген күркемізге, осы араны сары қоныс етіп, жайлап алған түрімізге қарап, одан бетер шүбәлана түсті. Сендер өздерің осы араны жайлап алған түрлерің бар ғой. Бұл біздің бала аулайтын жеріміз, дедім мен. Тұсаулы жирен ат көздеріңе түсті ме? Жоқ, байқамадық. Атының басын бұрып, кете беріп, шал, сұмпайлар, әлдегімді сорлатқан екенсіңдер. Мыналарың атып алған жабайы қаз емес. Қаз атып алу сендерге қайдан келсін? Егер қазым жоғалтатын пенде болса, мен сендердің сазайларыңды бергіземін, деді. Пәле болды деген бір қауіп менің ішімде қып ете қалды.
осы араны қорда етіп қарақшылық істемек болған тапқыр ойымыздан табанда бас атуға тура келді. Ондай кәсіптің неге апарып соғу мүмкін екенін жаңағы Ахмет шалдың тап болуына аңғартып кетті. Қиырдағы барса келместің аралына бекініп алғандай, ауылдың дәл іргесіндегі тоғайдан күрке сайлап, оны жаңадан таба алмайды деп жүрген біз неткен ақымақтармыз. Жалпы, қарақшы дегеннің өзі осы кезде ақылға сия ма? Қарақшылар бұрын байларды, көп өздері тонаған. Біз кімді тонамақшымыз? Тонамақ түгіл осы күні біреуге қолыңды көтеріп көрш, милиция барып, көзіңді жылтыратып, қамап қойсын. Қарақшылық өмір және Сұлтан екеуміз енді осылай топшыладық. Семіз қазың еті бірақ салып асуға шелегімізге сыймады. Екі бөліп асып, әзер жеп тауыстық. Арасында балық ауладық, суға түстік, бүлдірген теріп жедік. Сонымен күнді батырдық та, ыдыс-аяқ, торымызды артынып-тартынып, қас қара үйге келдік. Бұл біздің қарақшылық өміріміздің бірінші және ең соңғы күні болды. Бір айналдырғанда Құдай шырайын алдырады деген сөз бар. Соңғы 2-3 күннің ішінде басынан кешкен оқиғалар мені есімнен тандырды. Майқанованы талдырып түсірген бақаның шуына Әбдібайдың шатағы ұласты. Біз жеген қаз дүкенші Әбдібайдікі екен. Оның көкбет қатына келіп, біздің үйдің әлегін аспанға шығарды. Шіркіннің айтпаған сөзі, атпаған оға қалсайшы. Ұрыссың, қарақшысың, бас кесерсің, қаршадайынан осыны істеп жүрсің, жүре бара кім болам ғой дейсің. Әлі біреудің басын кесіп, сортталасың, итжеккенге айдаласың. Мен өзім онша біліңкіремей жүреді. Әбдібайдың қатынның айтқандарына қарап, төбе шашым тік тұрып кетті. Япырай, шынымен-ақ осындаймын ба? деген ойға қалдым. Әйелінің соңынан түтігіп Әбдібайдың өзі келіпті. Жұрт оны жұмыртқадан жыңғыртқан Әбдібай, қубастан қуырдақтық ет алған Әбдібай, татырма Шығайбай Әбдібай деп бекер айтады деймісің? Қазым, қаз емес ет, асыл тұқымды қаз ет, ондай қазды бұл аудан түгіл облыс көлемінен таппайсың деп, оның төлемі үшін біздің бағлан қара қозыны алып кетті. Бұнымен де тынбады, мені желкелеп директорға алып барды. Ахметов қатал адам. Шынымды айтсам, мен оның алдына барған сайын қалтырап тұрам. Сусылдаған қызыл күрең шашы желп-желп етіп қабағы түксиіп, шүйлігіп қарағанда сұп-суық көздер адамның өңменен өтеді. Майқановадан талдырып түсірген бақаның кесірінен мені кеше осы кабинетте 1 сағаттан артық болып, жарты өмірімді беріп шығып едім. Енді міне, түн айналмай тағы бір шырқан арқалап және мөлиіп келіп тұрмын. Әбдібай қайдағы жоқ пәлені көкітіп, қаздың оқиғасына есірте баяндап берді. Ахметов сызданған қалпы үнсіз отырып тыңдады. Оқта-текте көзін ғана бұрып, маған қарап қояды. Мен еріксізден жерге қараймын. Әбдібайды тыңдап боп, Ахметов стол үстіндегі телефонның тұтқасын бұрай бастады. Жайлауыт сұрады. Одан сатылып сүт фермасы, 1-ші бригадамен жалғасты. Телефонға мамамды шақырып алды. Бұл кім? Саламат боларсыз. Миллат апай, шаруаңыз күйлі ме? Бұл Ахметов қой, мектептен. Аманшылық, түгел аман. Миллат апай, сізге айтайын дегенім мынау еді. Сіз ертең қалайда ауылға келіп кетсеңіз, маңызды бір шаруа болып тұр. Қожа жайында. Біз ол жөнде өзіңізді қатыстыра отырып, педсоветте арналау мәселе қарамақшымыз. Балаңыз нағыз бір оңбаған жолға түсіп алған. Менің өзегіме шыжылдап қайнап тұрған ыстық майды қотарып, құйып жібергендей болды. Арқа басым шымырлап, терлеп кетті. Тап қазір алдымдағы жер тесік болса, көзімді шарта жұмып, күмпірген болар едім. Ахметов ұзақ сөйлесті мамаммен. Сонан кейін трубканы орнына қойды. Жайлаудан шешен келеді, сонан соң сөйлесеміз. Бар, деді маған. Мектептен құр сүлдерімді сүйретіп шыққандай болдым. Байғұс мамам, әлгі әңгімеден кейін қандай күйге түспекші? Ішкені ірің, жегені желім болды ғой. Онсыз да көңілі жарым адамды азапқа салып өлтіретін болдым-ау. Қожа өйтіп қойды, қожа бүйтіп қойды, қожа бүлдірді деп, былтыр да жыл бойына Майқанова оның құлаған талай састы бет. Енді міне, оқу басталғанда 1 ай болмай жатып, тағы басталды. Біздің қораның төбесіне жуырда ғана үйілген жас жоңышқа бар еді. Келген бойда үйге кірместен соның үстіне шықтым да, иттің ұясынан шықырлап алып, ет бетіне жатып қалдым. Ешкімді көргім, ешкімге көрінгім келмейді. Сан сабалақ ойлар басыма бірі кіріп, бірі шығады. Педсоветте қарағанда не айтпақшы? О, тәңірім, осы бір шырқан шулығаннан құлағым демалса алатын, менің де тыныштық табатын күнім бола ма? Жоқ па? Осы аурудан жаным қалса, ендігі аурудың алдымен кетер едім, деген екен біреу. Сол айтпақшы, ол жолы бір жайлы болсам, бұдан былай қой аузын шөп алмайтын момақан болып жүрер едім-ау. Осындайда сүйеу болудың орнына Сұлтан досым қарасын көрсетпестен тағы да зым-зия жоғалды. Оңбаған өтірікші диірменші Иванның торын әкеліп берем деп алып еді, апарып берген де жоқ. Торы әне, біздің үйдің төбесінде жатыр. Адамшылық дегеннен жұрдайсың-ау, Сұлтан. Енді сенің маңыңа да жолай қоймаспын. Әрғілі маза сой тепкісінде қалжырап жатып, ұйықтап кеткен екенмін. Тұмсығымның дәл астынан тырт-тырт деген дауыстан селк етіп ояндым. Көзімді ашып алсам, төңірек ала көлеңке, кеш батып қалыпты. Мен жатқан кез бесін шен еді. Қалай көп ұйықтағанмын.
Есіктің дәл алдына босағаны тірей келіп тоқтаған 3 дөңгелекті мотоциклді көрдім. Одан 2 адам түсіп жатыр. Бірі еркек, бірі әйел. Мотоциклдің иесін танып, әлгіден бетер селкете қалдым. Қаратай еді. Қасындағы менің мамам. Көше жақтан қолына ошақ ұстап, әжем келе жатыр. Миллатпысың, ат көлігің аман ба? Мотоциклге мініп келген адамға әжемнің ат көлігің аман ба деуі маған сөкеттеу көрініп кетті. Мына ошағыңыз не? Деп сұрады мамам. Балалар тиіскен бе, бір сираған түсіріп тастапты. Соны бағана ұстаға апарып тастап едім. Әй, жарықтық-ай, не керегі бар мұның? Пайдаланып жатпаған соң тастамайсыз ба лақтырып? Неге тастайым? Мүлік емес пе? Әкем марқұмнан қалған бір көз ғой. Жайша келдің бе? Жұмысы тастап, жайшадан келуші ме еді? Әлгі жер әлемді шулатып, өрт қойып жүрген бұзақы баланың әлегі. Бұзақы бол не істепті? Ел тонап, кісі өлтіріп пе? Деді әжем. Біреудің қазын ұрлап сойып жеу, ел тонаған емес пе екен? Сабақ үстінде мұғалімді шошытып талдырып жыққан адам тұра бара кісі өлтіруден де тайынбас. Бақа әкел деген өздері көрінеді ғой. Бір қожа емес, осында өзге балалар да мұғалім әкелдет, соямыз деп көлшіктен бақа ұстап алып жүрген. Енді соның бәріне баяғы ат жолы қожа кінәлі. Сонда әкелген бақаны оған мұғалімнің сумкасын салып қой деп пе? Әдей салт демесің, тарбаңдаған неме өзі кіріп кетті де. Оңбай кетейін, әжемнің сөзі мені елжіртіп жіберді. Балапанын қорған мекиендей шыр-шыр етіп, сотқар немересін қамқорына алуын қараш. Әй, жаным әжем, қайырымды әжем, менің кінәлі екенімді біле тұрып өстесің-ау. Балаға қоруш болғаны жөнін осы деп, оның терісінде дұрыс, дұрысында дұрыс деп сіз білдіріп жүрсіз. Бір мезгіл жазғырып, қатал ұстасаңыз ол мұндай жолға түспеген болар еді, деді мамам. Менің қожашым тірі болса, ешкімнен кем болмайды, өсе келе өзі-ақ түзеліп кетеді. Сабырбек нағашысына тартқан. Ол да жас кезінде осы секілді шығаннан шыққан сотанақ еді. Бұл қайта оқу оқып, мұғалімдердің айтқанын орындап, кейде әтіншік боп жүр ғой. Ал Сабырбек нағашысы осыны күнінде молданың қақпасқа таяқпен бір салып қашқан болатын. Кейін есейіп, бала-шала бола бастағанда өзі-ақ түзеліп кетті. Қожатай да сөйтеді. Бала күнде баланың бәрі тентек, деп әжем шұбады бала жөнелді. Жарықтық-ай, деп мамам қолын бір-ақ сілтеді. Сіздің мына өсиетіңізді тыңдап өскен бала қалай оңсын? Келесі сабақта қайсың бақа ұстап әкелесіңдер? Деп сұрады зоология пәнінің мұғалімі Оспанов. Мен әкелем, дедім. Қадыров, сен әкелесің. Ұмытып кетпе бірақ. Ағай, неше бақа әкелейін? 1, 2 әкесің жетеді. Мен 1, 2-дің орнына тіс парашығынан босаған қаңылтыр қобдишаға толтырып 5 бақа әкелдім. Оның біреуі ғана үлкендеу еді, басқалары кішкентай ұсақ бақалар болатын. Бірінші сабақ қазақ тілі. Классқа Майқанова кірді. Класс журналы мен сумкасы менің алдыма стол үстіне қалдырып, өзі тысқа шығып кетті. Қоңырау әлі бола қоймаған. Сол кезде сап етіп, басыма бір қызық ой келе қалды. Кішкентай бақаның бірін Майқанованың сумкасына сүңгіттім де жібердім. Не болар екен? Қоңырау соғылды, сабақ басталды. Тізім шақырып болғаннан кейін Майқанова сумкасын ашып, қол орамалын суырып алды. Сол кезде кішкентай қара сұр бақа қол орамалмен қоса секіріп шығып, секемшіл мұғалімнің қолының дәл үстіне қонбасы бар ма? Майқанованың шаңқ еткен дауысы бір-ақ шығып үлгерді. Өңі құп-қу болып, сылқ етіп құлап бара жатыр. Майқанова содан сабаққа 2 күн бойына келмеді. Шошынып ауырып қалыпты. Жұмысқа бүгін ғана шығып отыр. Бүкіл мектепті даңғаза қылған бақа оқиғасының мән-жайы міне осындай. Көз байланып кетті. Жоңышқаның төбесіне дөңбекшіп әлі жатырмын. Не істеймін? Қалай көрінем мамама? Көз байланып кетті. Жоңышқаның төбесіне дөңбекшіп әлі жатырмын. Не істеймін? Қалай көрінем мамама? Мынау Қаратай деген, мұндай да жабысқақ бәле болады екен. Көлеңкеше еріп, мамамның соңынан бір қалар емес. Япыр-ай, мамам осыған шынымен-ақ күйеуге шықпақшы ма? Жоқ, мүмкін емес. Бірсыпыра уақыттан кейін үйден Қаратай мен мамам шықты. Қаратай мотоциклін оталдырып, тұмсығын көшеге қарай бұрды. Кет, жоғал, тезірек кет. Мен оны көңілімен желкелеймін. Бірақ Қаратай кете қоймады. Мамаммен сөйлесіп тұрып алды. Олардың сөздерін тыртыр еткен моторына маған жөніне естіртпейді. Сөйлесе тұрып, Қаратайдың қалғиған денесі мамама біртін-біртін жақындап, тақылап түсетін тәрізді. Тоқта, қайда кемеліп барасың? Мен Қаратайды желкеден бір ұстаймын да, бар күшімен жұлқылап, лақтырамын көшеге қарай. Өлген мысық тәрізденіп көшенің май шаңына барып, ол төпеде түседі. Бұл да менің ойымда болып жатқан құбылыс. Қаратай әрең дегенде, хош сау бол айтысып, мотоцикліне отырып зырғыта жөнелді. Мамамның соңынан біраз үнсіз қарап тұрды да үйге кіріп кетті. Әр нәрсенің шегі бар. Мен қашанға жата берейін? Тәуекел деп үйге кірмекші болдым. Қораның арт жағынан түсіп, үстімнің шөбін қағып, бойымды тәртіпке келтіріп алдым. Жүрегім лүп-лүп етіп, алқымыма тығылады. Есікті аша бергенімде тынысым мүлде бітіп, жүрегімнің соғуы тоқтап қалғандай болады.
Сол кезде келбетім көлденең көзге тірәр уақ тәрізді қыбырлаған бірдеңеге ұқсар деймін. Аузын әжем ұшырасып, сен қайда қаңғып жүрсің? Шешең кел, деп төреден нұсқады. Содан соң құлағыма сыбырлап, байқа, шешең саған ашулы, деді. Төреге кірдім. Мамам кемшін күйеуі өз төсегінде бір уыс болып, әрі қарап бүк түсіп жатыр. Мамам жауап қатпады. Мен жақындай түсіп, оның уысына көзіне басып алған қолорамалы бар екенін көрдім. Жүрегімді біреу ұстарамен тіліп жібергендей болды. Мама, сен жылап жатырмысың? Мамам басын жайлап көтерді де маған қарай бұрылды. Жасқа шылаған қоңыр көздері біртүрлі бөтен, суық. Иә, жылап жатырмын, деді ол. Даусы қарлығып бітіп шықты. Қайтейін жыламай. Құдай бағын ашпаған мен сорға жылаудан өзге не бұйырған? Қу жалғыз, сенің ақ күйіңді тартып өлетін болдым ғой. Осы не болып барасың күннен күнге? Бұл не сұмдық? Жүрген жеріңе шөп шықпағыр болып барасың ғой. Ұялмайсың ба бір мезгіл елден жұрттан? Қу жалғыз-ау, айтшы, не болды мұнша саған бұзылып? Өлдірдің ғой мына сорлы анаңды. Неге тыныш жүрмейсің? Осы саған не жетпейді? Маматай, қойшы, ендігәрі. Мамам менің жалбарына созған қолымды қағып жіберді. Жолама, мама деуші болма мені. Құдайдан сендей бала беріп, азапқа сап қойғаннан да қубас тастағанын артық еді ғой. Қойшы маматай, ең соңғы рет кешірші, ант етемін. Мамамның десін құшақтап жығылған қалпым еңіреп жылап жібердім. Жұмыр жер күндегі дағдысы бойынша тым бастан зарлап, күндігін және бір айын алып шықты. Тарих тағы бір тәулікке ұзарды. Осы бір тәуліктің, яғни 24 сағаттың ішінде мынау ығы-жығы күнәһар дүниеде кімнің басы не көшіп үлгермеді дейсің? Қаншарам өмірге жаңадан келіп қосылды, қаншарам оларға орын босатып, о дүниедегі мәңгілік мекендеріне сапар шекті. Осы бір тәуліктің ішінде қаншама бақытты кеудеде қуанышты оты мазып жанбады. Қатал тағдыр қаншама басы жұмыр пендесін қайғының қара суығында бүрсеңдетпеді. Осы соңғы топқа мен де қосылам. Мен өзімнің 13 жыл өмірімнің ішіндегі ең бір қатыгез күнді бастан кештім. Тыста қараңғы, ауыл осы тыныштық. Ақымақ иттер ғана әр жерден әуіп-әуіп үріп басылады. Көшенің басынан бір рет шәу ете қалса, сонан оған басқа бір рет үн қосады. Сонан соң үшінші, төртінші иттер әупілдесіп, о не болып қалды дегенде ауылдан бүкіл үйті улап-шулап келетін сәтте болады. Оның ішінде айбарандай айғаға көп, жіңгілді күшігіндері, мың төбеттердің қарлыққан қалың дауыстары, қаншық иттердің құлақ кезетін ащы шаңқалдаулары бәрі аралас. О, иттер, қалың иттер. Мұншама көп боларсыңдар ма? Түрлі боларсыңдар ма? Бейберекет үргенді, тақымнан үндемей келіп ала түскен қашан қояр екенсіңдер? Мамам екеуміз мектепке педсоветке келе жатырмыз. Күздің салқын кеші тоңазыда ма, шоғалды үрейленуден бе, іші бауырым қалтырап келеді. Мектептің алдынан біреу шылым шегіп тұр. Мен оны көкшіл аспан айнасындағы келбетінен анадан таныдым. Ахметов. Галифе шалбар киген жіңішке аяқтары сидиып, шашы қақ жарыла желбіреп, қаздиып тұр. Сізді күтіп отырмыз деп, мамамды қолтықтап дереу ішке әкетті. Маған өзіміз шақырамыз, осы арада күте тұр деді. Саябаққа көтерілдім де, сол арадағы тақтай орындыққа тосып отырдым. Осы кезде үй пұшпағынан біреудің келе жатқан сыры естілді. Тырып-тырып басқан аяқ дыбысынан тық-тық қадалған аяқ үні қабаттасады. Көп ұзамай аяқ пен таяқтың қожасы да көрінді. Мектеп күзетшісі Сайбек қарт. Сайбек кіл тоқтай қалып, шекарадағы сақшыдай қатал үн қатты. Бұл кім? Мен ғой, ата. Менің кім? Мен қожамын. Мұнда не қылып отырсың? Педсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Мен жөнінде мәселе қаралып жатыр. Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дей ме? Директор етеміз дейді. Онда тіптен жақсы, жалақың көп болады. Сайбек менің қасыма келіп отырды. Әй, қожа, сенің әкем марқұм азамат еді ғой. Оған тартсаң, директор түгілі одан үлкені боласың. Бірақ оған тартпағансың. Мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Менің мойнымда оның тиын емес, теңге емес, бақандай бір қарасы жүр. Қалай дейсің ғой? Міне былай. Алғаш колхоздасқан жылдың күзінде мен оның келіскен бір жұрға күрең аты бар еді. Ол кезде жұрттың көбі қара жаяу. Sonra дерменге мініп барып, сазға батырып, өлтіріп қойдым. Суып, қаңсып тұрған атты суармай отқа қоям деп өзімнен болды. Аяғы шідерлеуледі. Су ішім деп барып, оппаға түсіп кетіпті. Ертесінде қарасам, суға сүңгіген үйректей арт жағы ғана көрініп, тоңқайып жатыр. Оншақты жігіт жабылып, арқансып әрең суырып алдық. Міне басқа біреу болса, соны қыңқ еткізбестен төлетіп алар еді ғой. Ал Қадыр марқұмның кеңпейілдігі соншалық, сіз қасқап өлтірген жоқсыз ғой, ажалы солай тура келген шығар деп үнсіз қоя салды. Міне, әкең осыны парасатты, ақылды жігіт еді. Сайбек осыны айтты да, сәл ойланып барып, ал сен ғана емес-ау, қазіргі осы оқып жүрген балалар көбің ақымақсың, деді. Неге дейсің ғой, ақымақ емен немене, тәртіпті жүр, оқуыңды жақсы оқы, адам бол десе,
сендер соның бәрін керісінше істейсіңдер. Осы кезде іштен Оспанов шығып, Қадыров, қайдасың? деп дауыстады. Бар, әне шақырып жатыр. Әй, содан ағым. Директор кабинетіне осы мектепте бір оқушы ең көп бас сұқса, сол мен болармын деймін. Майқанова талай сүйреп әкеп, ендігәрі қой аузынан шөп алмай жүруге талай рет уәде берген үйреншікті орын ғой. Бірақ бұл жолы мен мұнда шын мәнінде күйзеліп, тебіреніп кірдім де, босағадағы суық голан пешіне сүйеніп тұрып қалдым. Төрде сарғыш шашы қағайырла желбіреп Ахметов отыр. Түсі өрт сөндіргенде, қасының арасында қатардан тіке тартылып түскен екі ысық әдеттегідей терең де қалың. Берірек кел, деді ол қолындағы автоқаламмен бөлменің ортасын нұсқап. Алдымда қақпан құрулы тұрғандай жыбырлап бір-екі аттадым. Екі жақ қабырғада тізіліп отырған мұғалімдердің барлық көзі жан-жағымнан найзағайдай түйреп қадалып барады. Әсіресе оң жақта директорға таман отырған Майқанованың сұсы қатал да сұрапыл көрініп кетті. Қадыров, сені біз мұнда не үшін шақырып отырмыз? Білесің бе? Деді Ахметов. Білемін, дедім. Не үшін шақырып отырмыз? Тәртіпсіздігім үшін шақырып отырсыздар. Екі-үшіден мырс етіп күлген үндер естілді. Сені мектеп өмірі тойдырды ма? Бұдан былай оқығың келмей ме? Деп сұрады Ахметов. Жоқ, оқығым келеді. Ендеше неге қоймайсың тәртіпсіздікті? Ахметов неге деген сөзді бар даусымен шегелей айтты. Столды үлкен ауыр алақанымен сар тұрып, ұшып тұра келгенде, мен ғана емес, бүкіл отырғандар түгел селк ете қалды. Қоямын енді, кешіріңіздер. Бұл нешінші? 100-ші рет уәде беруің бе? Деп кейіп кетті Майқанова. Бұдан былай ешқашан тәртіп бұзбаймын. Менің қазіргі талқыға салып отырған тәртіпсіздік қылықтарымның қай-қайсында себебі бар еді. Қазды атқа мен емеспін. Сұлтан, ал бақаны мен сумкаға Майқанова талып жығылып қалсын деп, оның соншалық шошымал адам екенін біліп салған жоқпын. Тіпті бұның ақыры не болады деп ойлап та жатпадым. Салғым келді, салдым. Осындай бір ақымақты кейде ақылға мұрша бермей дедектетіп әкететіні бар. Істеп алып, соңына бармағыңды тістейсің. Осының бәрі осылай бола тұрса да, мен өзімді ақтап, бір ауыз сөз айтпадым. Ақталаудың тіпті қисыны бар ма? Бәрін мойындадым. Бар айтқаным, кешіріңіздер. Соңғыра тағы бір кешірім жасап, сынап көріңіздер. Бұдан былай қарай тәртіпсіздік істейтін болсам, қандай жаза қолдансаңыздар да ризамын. Жоқ, Қадыров түзелмейді. Ол әдесін бізге талай берген. Қадыровты оқудан шығару керек, деді Майқанова. Мұндайдан буын бұрқырап есік алдына шықтым. Сайбек көрінбейді. Омырауымды ағытып, желпініп, ойланып тұрмын. Не деп шешер екен? Мектептен шынымен-ақ шығара ма? Онда не істеймін? Қайта барып, есіктегі кілттің орнына құлағымды тосып мұғалімдердің не айтып жатқанын тыңдағым келеді. Әрине, Майқанова мені құрту, оқудан шығару жағында болар. Ал басқа мұғалімдер не айтады? Анфиса Михайловна, Оспанов, Дәуірбаев, бұлар мені жақсы көретін мұғалімдер емес пе? Ахметовтың өзі де осы 10 шақты күн бұрын ғана ауданда оқу бөлімінен келген инспекторға мені, мынау біздің мектептің ақыны, болашақ Сәбит Мұқановымыз деп дәріптемеді ме? Сөйте тұрып, мені оқудан қалайша шығарады? Есікке барып тыңдағаным жарамас. Мұғалімдердің біреуі шыға келуі мүмкін ғой деген оймен үйді айналып, педсовет өтіп жатқан бөлменің терезесіне келдім. Үйдің бұл ойпаң тұсы, фундаменті биік, терезеге бойым түгел ұсынсам қолым әзер жетеді. Форточка ғана ашық тұр, не сөйленіп жатқаны күмбірлеп, жөнді естілмейді. Терезенің тұсында мектептің бір бағы бар. Осыдан 5-6 жыл бұрын өз қолымызбен отырғызылған қайың директор бүгінде қолдың саласына тізіліп, асқақтап тұр. Шарбақтың көп кетігінің бірінен зып беріп осы баққа кірдім де, бір теректің басы маймыл шәуірмелеп шығып алдым. Бұл арада мұғалімдер үйінде не болып жатқан сайрап көрінеді. Әне, Ахметов сөйлеп тұр. Екі қолын кеңінен сермеп, ара-тұра жұдырығымен столды ұрып та қояды. Басын біресе оңға, біресе солға бұрып сөйлейді. Егер мен оның желкесінен қарап отырмасам, не айтып жатқан мүмкін емеурінен түсінген болар едім. Ахметовтың сол жағында Оспанов столға жабысып алып сүйкетіп жазып жатыр. Басылымның жазуына қарағандағы тегі мәжіліс хат жүргізіп отырған болар. Осындай, пәленінші жылы, пәленайдың пәлені күні, пәленде бір мәжіліс болды. Онда 6-шы класс оқушысы Қожа Қадыровтың тәртіпсіздік қылықтары туралы арнайы мәселе қаралып, пәлендер сөйлеп, мынаны айтты. Бірнеше адамның қолтаңбасы қойылып бекітілген осы мәжіліс хат қатырмасты жуан папкалардың біріне тігіледі де тарихқа жөнелтіледі. Архивтің алтын қорына айналады. Зырғып жылдар өтеді, дәуір көшіп, заман өзгереді. Мен жөнінде жазылып жатқан осы мәжіліс хаты күндердің бір күнде әдебиет зерттеуші, ізшілердің бірінің қолына түседі. Сонда ол жерден 7 қоян тапқандай қандай мәз болып қуанады десейші. Газетте ең семіз деген әріптермен дүрілдетіп хабарлары басады. Атақты жазушы Қожа Қадыров жөніндегі жаңа деректер. Кітапта жазылады мен жөнінде кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғалады. Қадыров Қожа және оның ұстаздары, Қадыров Қожа және Майқанова, Қадыров Қожа және Бақа оқиғасы, Қадыров Қожа және Қазақ оқиғасы, тағы сол сияқты.
әдебиеттану ғылымының шалқар қорына мұншалық бағалы қазананың қосылуына сонда осы жазылып жатқан мәжіліс хат мұрындық болады. Оспанов ағай, сіз сондықтан да асықпай саспай тыңғылыз етіп жаза көріңіз. Тарих үшін қандай ұлы жұмыс атқарып жатқаныңызды біліңіз. Бұл айтылғандар менің басыма кейіннен келген ойлар еді. Ал қазір қонақтаған қарғадай ағаш басында секейіп отырып, қиырдағы келешекте шарлап, қиялданбай қалайын ба? Осы сәттегі менің назарым да, ойым да мұғалімдер бөлмесіндегі көріністе. Ахметов әлі сөйлеп тұр. Мылқау фильм тәрізді мен оның қимылын ғана көрем. Сөзі естілмейді, бірақ соның өзінде не айтып жатқаны аңғарылатын тәрізді. Әне, ол столды тағы бір қойып қалды. Түсінікті, бұл бұзақыны мектептен қуу керек. Ахметов сөзін бітіріп отырды. Мамам түрегелді. Балажан байғұс анам, мен үшін отқа да, суға да түседі шырылдап. Оның қазіргі кейпі, айналайындар, баламды оқудан шығара көрмеңдер, тағы бір жолға кешірім жасаңдар деп жалбарына сөйлеп тұрған тәрізді. Мен мамамды ғажап аяймын. Ойпыр-ай, неге мұндай тынымсыз, сотанақ болып тудым. Темір секілді жер қозғалса да қозғалмайтын, маңқиып жайына жүретін момын болып неге тумадым? Майқанова сөз алды. Оның не айтатыны маған былай да белгілі. Қадыровты шығару керек мектептен. Мұндай баукеспе оңбағанға біздің тату коллективіміздің арасында орын болмауға тиіс. Отырғандардың бәрі күлді. Тісі жарқырап, мамам да езу тартты. Неге күледі? Иығы сілсілі кетіп, Анфиса Михайловна басқаларды өзгеше мәз. Мысыққа ойын, тышқанға өлім деген осы да. Тағы да мамам тұрып, басын изеп, мақұлдап бірдеңе айтты. Шығарсаңдар, шығарыңдар мектептен. Кетсін қаңғып. Менің де жүйкемді жүнетіп, құртып бітті бұл оңбаған. Сөйлеушілердің не деп жатқанын мен өзімше осылай жорамалдаймын. Педсовет аяқталды, жұрт тарай бастады. Мен ағаштан тезірек түсіп кетпекші болып едім. Бір бәтеңкем екі бұтақтың арасына кептеліп қалып, шыға қойсыншы. Жұлқи тартып қалғанымда, мәссаған, табаны дір етіп, қақырап түсті. Мұғалімдердің алды тысқа шығып та үлгерді. Дымымды ішіме бүгіп, зерттің діңіне жабысып, қаттым да қалдым. Ахметов пен Майқанова оқшауланып бермен қарай бұрылды. Екеуі мен тұрған теректің тура түбіне өтіп бара жатыр. Қадыров түбінде адам болатын бала, деді Майқанова. Оты бар, деп қостады Ахметов. Екеуі бұлай ұзай беріп, мен жөнде тағы бірдеңелерді сөйлесіп бара жатты. Бірақ мен анықтап ести алмадым. Әлгі естігеннің өзі қолқа жүрегімді солқ еткізгендей әсер қалдырды. Мен Майқанованы қас шпаным санап жүрсем, ол мені түбінде адам болатын бала деп директорға мақтап бара жатқаны қалай? Апайқын тап осылай деді. Міне жұмбақ. Мен байыбына бара алмаған жұмбақтың шешуін үйге келгеннен кейін мамам айтты. Балам, сен класс жетекшіңе бекер ренжисің. Майқанова маған өш, мені жек көреді, қырсоңыма түсіп ал дегеннің бәрі бос сөз, деді мамам. Жек көрген адам педсоветте саған жан ашып, қорғап сөйлемеген болар еді. Ол сені жек көрмек түгіл жақсы көреді. Осыны біл. Оған ұнамайтын сенің телекті қылықтарың. Жасында жетімдік өмірдің тауқыметін көп тартып, жүйкесі жұқары өскен адам тарынағыш, ашуланшақ болады. Жасында жетімдік өмірдің тауқыметін көп тартып, жүйкесі жұқары өскен адам тарынғыш, ашуланшақ болады. Сендердің әрбір жөнсіз қылықтарың оның миына инедей қадалып тұрады. Майқанованың шырпы жетіп ұрса жөнелетіні осы себептен. Мінезі әлгіндей адамға сендер секілді жүгенсіз асаулармен арпалысу жеңіл тимейді. Сен ақымақтар осыны түсінулерің, мұғалімді аяуларың керек. Мамамның Майқанова жөнінде айтқандары маған ой салды. Шынында да, оның менімен өш боларлықтай алты аласы, бес бересісі бар ма? Шырылдаса, ұрысса, бізді адам болсын, жаман жолға түсіп кетпесін дейтін шығар. Иә, мамам айтпақшы, біз бала деген ақымақ халықпыз, шолақ ойлаймыз. Мен Майқанованың жетім өскендігін білмеуші едім. Енді оған біртүрлі аяныш көзбен қарай бастағандаймын. Бәсе, денесі де сондай нәзік, киімі де жұпыны, қыстан бүрсеңдеп, жұқа пальтомен шықты. Оқу бітіргенде бір ғана жыл болған. Қайтсын енді. Сонымен тақасып, әй, Қарақожа, ақымақсың, шекісің әлі. Қарбызыңның ішінде судан басқа дәнеңе жоқ. Менің Майқанова жөніндегі пікірімнің оңы сол, солы оң болып өзгере бастады. Педсовет немен тын? Сабыр ет, оқушым, қазір айтып берем. Педсоветтің тиянағы мынадай. Қадыров жөніндегі мәселе класс жиналысында қаралсын. Егер 6-шы класс оқушылары Қадыров қожаның бұдан былай ешқандай тәртіпсіздік істемеймін, сөйлемін деген уәдесіне сеніп, дирекция алдында кепілдік беретін болса, онда Қадыров осы мектепте сынға қалдырылсын. Ал егер олар ондай кепілдік бермесе, Қадыров қожа осы аудандағы өзге мектептердің біріне ауыстырылсын. Педсоветтің мен жөніндегі қаулысы осындай. Класс жиналысы дүйсенбі күні сабақ соңынан шақырылды. Ахметов өзі де қатысты. Жиылысты ашып, басқарған Майқанова. Ол оқушыларды педсоветтің қаулысымен таныстырды. Сонан соң мені алға шығарды да, мына жолдастарыңа не айтасың, деді. Үшедім, педсоветте айтқанымда мұнда да қайталадым. Ең соңғы рет кешіріңіздер, бұдан былай тәртіпсіздік істесем, не шара қолдансаңыздар да ризамын, дедім. Бұдан соң сөз оқушыларға берілді.
Класста кім маған, кім дос, кім қас, өзіме аян, кім не айту мүмкін екенін күнделерге топшылай. Соным негізінен тура шықты. Класском темір сөйлеп, әуелі мені сынап алды да, сөздің соңында түзеледі деген сенім білдірді. Егер біз Қадыровты бұл мектептен шығаратын болсақ, онда біз кім болғанымыз? Оған осы тұрған бәріміздің ешқандай ықпал жасай алмағанымыз ба? Жоқ әлде жолдасқа жаны ашымайтын тасбауыр болғанымыз ба? Деді Темір. Сөздер кітап сөзінде мығым, әсерлі шықты. Біз Қадыровты тәрбиелеуіміз керек. Менің ұсынысым оған ең соңғы рет қатты сөгіс берілсін, мектепке қалдырылсын, деді Темір. Бұдан кейін 3-4 адам сөйлеп еді. Бәрінің сөзі сарыны осыған сайды. Темір оларға жол сызып, арына тартып кеткен тәрізді. Іс оңына басты деген оймен мен жадырап сала бердім. Тағы кімнің сөйлегісі келеді? Мен. Қол көтерген Жантас еді. Жантас орнынан түрегеле беріп, сампылдай жөнелді. Қадыровты оқудан шығару керек. Ол әдесі мергенмен орындамайды. Былтыр да талай рет уәде берген. Майқанды абайды шошытып, өлтіріп қоя жаздады. Ол қыздарға хат жазады. Соңғы сөз менің жүрегімді қағайырып тіліп түскендей болды. Бүкіл класс мені жаңа көргенде аңтарыламаған қарап қалыпты. Не істерімді білместен дуылдап, өртеніп бара жатырмын. Қай қызға хат жазады? Деп сұрады Майқанова. Білмеймін. Басына жыр дегіп әріп қойып, екеуміз қозы көрпеш Баян сұлудай болайық деп жазып отырған. Мен есімді жаңа жинап, өтірік деп дауыстап жібердім. Өтірік емей-ақ, рас. Әнеугүні сабақ үстінде партаның астына жазып отырғансың. Өтірік. Мен Жанарға жазған хатымның бірін Жантас қолына түсіріп алған екен ғой деп шошып едім. Олай болмағанға ух деп өзіме өзім келгендей болдым. Жанар жаққа көз тастап едім, оның жүзін байқай алмадым. Маңдайын қос қолдап таянған қалпы төмен қарап отыр. Абайыр болғанда хат жайына ешкім мән бермеді. Сірә өсекші Жантасың тағы бір зой еткізгенін ойлап қалса керек. Тағы кім сөйлейді, деді Майқанова. Басқа сөйлеуші болмады. Ақыры мәселе дауысқа салынды. Бірінші ұсыныс Қадыров мектептен шығарылмасын, ең соңы қатты сөгіс беріліп қалдырылсын. Көпшілік. Екінші ұсыныс Қадыров мектептен шығарылсын. Бір ғана адам қол көтерді. Ол Жантас. Астын үстіне келтіріп, дауыл сапырған көк теңіздің тепкісінде жалғыз қайықшы қаңғалақ ойнайды. Бірін-бірі тықсырған арқырауық, ақжал толқындар әлгіні бірде жақадай ұшырып, аспанға алып шығады да, бірде теңіздің шыңырау түбінде тастап келіп жібереді. Қайықшы байғұстың қайраты сарқылған, амалы таусылған, төніп келген қатерге бақырая қарап тосып алғаннан басқа шарасы жоқ. Тағдырының немет нарына көз жетпей жегідей жеген күйзеліс минуттары. Мен өзімнің соңғы күндері бастан кешкен халімді көз алдыма осылай келем. Дауыл сапырып өтті, жан қалды. Енді еш шей ойлауыма, өзім есеп беріп, толғануыма болады. Әрине, бәріне өзім айыптымын. Осының бәрі тәртіпсіздіктің, мінез құлқымның нашарлығының кесапаты. Әйтпесе, ана Темір ұқсап өзімді үлгілі ұстап, тек жүріп, тек тұрсам, мұндай жағдай болар ма еді? Аяулы алтын мамам арып талып жайлаудан жұмыстан тастап келер ме еді? Қасырет шегіп, қапаланар ма еді? Жоқ, жетеді. Ақымақтықты енді доғаруым керек, түзелуім керек. Бұл менің түзелемін деп өзім бірінші рет уәде беруім емес. Талай рет уәде бердім, шыңдап бердім. Бірақ қанша тыныш жүрейін деп тырыссам да олай болмай шығады. Не ет қызуыммен, не басқа да бір себеппен тәртіпсіздік істеп қойғанымды өзім де байқамай қалам. Жоқ, енді олай болмауға тиіс. Таңертең мамам жайлауға қайтпақшы болды. Атын әкеп, ертеп бердім. Ол менің басынан сипап тұрып, ал, қожатай, ақылың бар баласың, бәрін өзің түсінуің керек. Егер сен тағы да шулаған шығаратын болсаң, онда маған өкпелеме, осы көрген азабым да жетеді. Өмір бойы сенің күйігіңді тартып жүре алмаймын енді мен. Әкеңнен қалған үй мүлікке өзің не бол, мен бұлай үйден кетемін, деді. Бұл сөзді естігенде менің көз алдыма жағал мотоциклмен қарата келісіп кете қалды. Ол маған мұртынан күліп, мазақтана қарайды. Я, әкетемін мамаңды, сен әжең екеуің осы үйді бағып қаласыңдар. Мамамды құшақтай алдым. Жоқ, маматай кетпеші, жаным мама. Ендігер тәртіпсіздік істесем, оңбай көгермей кетейін. Көңілім босап, көзіме жас қаймақшып келіп қалды. Мамам қолын иығыма салды. Сен жақсы жүрсең, мен ешқайда да кетпеймін. Күйеуге тимеші, маматай. Адыра қалсын күйеуі. Мен үшін сенің адам болғаннан артық ешқандай да бақыт жоқ, деді мамам. Мамам жайлауға жүріп кетті. Мен мектепке келе жатырмын. Көңілім көтеріңкі, бойым сергек. Мамамның адыра қалсын күйеуі. Мен үшін сенің адам болғаннан артық ешқандай да бақыт жоқ деген сөзі құлағымнан кетер емес. Сенші маған, маматай, адам боламын. Қалай да адам болам. Мынау деген жазушы болып шықпасам не қыл дейсің? Мен енді кешегі қожа емеспін. Басқа қожамын. Өзгерген қожамын. Бүгін менің жаңа өмірімнің бірінші күні. Нұрилла кемпірдің үйінің алдында қара қаншық сүйек кеміріп жатыр. Оған байқатпай жерден жұдырықтай тасты іліп алдым.
тұсына өте беріп қаңқ еткізіп дәл бүйірден жіберіп қалмақшымын. Кенет сап етіп бір ой келді басыма. Япыр-ау, бұл ит маған не істеді? Мен оны неге ұрамын? Сосын иттің есі шықпай ма жүгіріп? Қарғап тілдемей ме мені? Тәртіпсіздік деген міне осындайдан туалды. Қолымдағы тасты былай лақтырып тастап, өзімді-өзім іштей сөгіп жөніме кете бардым. Келесі көшеге бұрылғанда алдымда Жанар кетіп бара жатқанын көрдім. Қоңыр көйлектің етегі дөңгелене төгіліп, шағын бойына жарасып барады. Басында мен ұнататын қызыл беретка. Қолтығымның қанат біткенде жеделдей басып, Жанарды лезде қуып жеттім. Ол менің сыбысымды естіп, жалт бұрылып қарады. Сәлематсың ба, Жанар? Амансың ба? Жанардың сол жақ иығына жұқан болмашы әк көзіме шалына кетті. Жанар, иығыңды былғап алыпсың ғой. Кәне, міне, шерті жіберіп едім, әк кетіп қалды. Және сүрткілеп жатырмын. Жанардың жұп-жұмыр әдемі иығы алақаныма бүліне түскен сайын айырылғым келмейді. Рахмет, деді Жанар. Екеуміз қатарласып келе жатырмыз. Кешсен қорықтың ба? Оқудан шығарады екен деп? Неге қорқам? Шығарса, Сартоғайдан нағашымдікіне барып оқитын едім. Сен білесің бе, ондағы мектептің қандай екенін? Қандай? 2 этажды физкультура залын көрсең, ол мектептің неде болса соны сөйлеп бара жатқанымды сезе қойдым. Біраз мүдіріп, төңірегімен қарап алдым да, кенет, Жанар, дедім. Не, менің кеше хатты кімге жазғанымды білесің бе? Қай хатты? Жиылысы Жандас айтқан хатты. Жанардың жүзі қып-қызыл болып кетті. Кімге жазып едің? Өкпем аузыма тығылды. Жәй, ойнап айтам, дедім. Кешкі астан кейін төреге кіріп, стол шамды жақтым да, сырттан ештеңеге көрінбестей етіп, терезе перделерін түсірдім. Бұрышта кісі бойы үлкен айна тұр. Столымды соның дәл алдына тақап қойдым да, дүниені шулатып, сойқандап жүрген қылмыскер қожамен бетпе-бет келіп отырдым. Қадыров қожаның жеке бас құпиясы кеңесі ашық деп жариялаймын. Күн тәртібінде бірақ мәселе. Тәртіпті үлгілі оқушы болу үшін мен бұдан былай не істеуім керек? Күн тәртібін протоколға мәнерлеп жаздым да, қылмыскердің жүзіне қарадым. Ал сөйле, батырым. Ол арсы бұның бәрін қалжың деп ойлайтын болу керек. Күледі маған қарап. Көзін бағжитып, ернін шығарып, аузын қисайтып, келе-келейді өзімді. Оның бұл қылығына менің ызам келіп, ашуым қайнап кетті. Қабағымды қарс түйіп, Ахметовке еліктеп, столды тарс еткізіп қойып қалдым. Түрегел, батырыңа жан керек, ұшып түрегел. Отыр, қайта отыр. Неге шақырдың, қожатай, деп әжем кіріп келе жатыр. Шақырғам жоқ, ары барыңыз. Дауыстағандай болдың ғой. Сізге емес, жайша, мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Кеңесінес? Кеңесінің не екенін түсінбейсіз бе? Жиылыс өтіп жатыр. Әжем бір сәтке аңырып, үрке қарап қалды. Әкем-ау, мынау не айтады? Жиылыс нес? Столды айнаның алдына неге қойдың? Ту, жарықтық-ай, деп кейдім мен. Өзіңізге тиісті емес нәрсе не шаруаңыз бар? Мен құпия кеңес өткізіп жатырмын. Өзім туралы мәселе қарап жатырмын. Сізге қатынасуға болмайды. Әжем менің қасыма келді. Шарасы қызғылттанып, жасаураған қоңыр көздер өңменімнен өтіп барады. Қожатай, шыбыным, сен бісміллә деші, шыбыным. Түнде ұйықтап жатып, жиылыс ашық, талқылаймын деп бірдеңелерді айтып шығып едің. Шошымалданып жүрсің ғой деймін. Бісміллә деш. Аза болғаным соншалық, бисмилля деп нығырлып 3 рет айттым. Болды ма? Жоқ тағы айтайын ба? Шыбыным, жалғыз отырып та адам жиналыс өткізе ме екен? Түн болса, сарылып көп оқисың, осы сенің ұйқың қанбай жүр ғой деймін. Мен орнымнан ұшып түрегелдім. Айналайын әжетай, барыңызшы, бөгет жасамаңызшы. Тартыншақтағаннан болмай әжемді шығарып жібердім де есікті іліп алдым. Құпия кеңес 1 сағаттай уақытқа созылды. Ақыры төмендегідей тұжырымға кеп, бір ауыздан қаулы қабылдадым. Қаулы. Қадыров қожаның жеке бас тәртібіне байланысты мәселені талқылай кеп, құпия кеңес мынадай қаулы алды. 1. Тәртіпсіздік кісіне жексұрын көрсетіп бітеді екен. Оған көзім әбден жетті. Әрі бұл адамның келешегі үшін зиян. Тәртіпсіз болсаң, комсомолға да алмай қоюы мүмкін. Сондықтан қалай еткенде де тәртіпті болуым керек. Ол үшін бұдан былай ешкімге тиіспей жайыма жүремін. Досым болсын, қасым болсын, бейбіт қатар өмір сүруге тырысамын. Ескерту, егер тиісуші мен болмай, басқа болса, оған аулақ жүр, жақсылық көрмейсің деген тәрізді ескертпелер жасауым керек. Ондара тыңдамай баса көктеп келе жатса, мұндай жағдайда қажет деп тапсам, қолды жұмсау арқылы қорғануға еріктімін деп санайым. Осыдан былай ешқандай тәртіпсіз, тұрпайы сөзді аузыма алмайым. Үлкенді аға, кішіні іні деп тұрам. 2. Әрбір тәртіпсіздік қылығым үшін дер кезінде аяусыз жазаланып тұруым тиіс. Жазаның түрі төмендегіше болады. Егер біреуге өзім тиісіп, шатақтассам, ол күні бір мезгіл ас ішпеймін. Біреуді жазықсыз тілдейтін болсам, кезекті демалысында ешқайда қия басып шықпаймын. Үйде отырам, яғни өзімді үйге қамаймын деген сөз.
Сабақ үстінде тыныш отырмағандықтан мұғалімнен ескерту еститін болсам, ол жолғы үзілісте тысқа шықпай орнымда отырамын. Егер біреу-міреудің лақ-қозысы, тауық, қазы, иті біздің үйдің маңына жолап кетсе, аямай ұрып қолайтын жыным бар. Алмастың қызыл қоразын сөйтіп өлтіріп қойдым. Бұным да жарамайды. Жай айдап жіберуме де болушы еді ғой. Ендігәрі бұндай қылықтарым қайталанса, жоғарғы тауық базға демалмастан 2 рет жүгіріп барып келем. 3. Сұлтанмен жолдасты қарым-қатынасым бұдан былай үзіледі. Ол екеуміздің сертіміз бүгіннен бастап күшін жояды. О дүниедегі қызыл ошақ жайына келетін болсақ, мен Құдайға сенбеймін. Сондықтан мен оны дозақ оты болса сескендіре алмайды. 4. Сабақты жақсы оқу, үлгілі оқушының бірінші белгісі. Мен осы 90-ның ішінде қалай еткенде озат оқушылардан қатарына қосылуым керек. Ол үшін сабақтан 1 сағатта себепсіз қалмаймын. Үйге берілген тапсырманы мезгілінде орындап отырам. 5. Жоғарыда қабылданған міндеттемелердің үмілтіксіз орындалуын қамтамасыз ету үшін күн сайын ұйықтар алдында өзіме есеп беріп, жақсы, жаман қылықтарымды осы дәптерге тізіп жазып отырам. Осы айтылғандарды жүзеге асыру мен үшін ұлы сын. Егер осыны өте алмайтын болсам, онда маған бұдан былай оқу оқып қажет жоқ. Анам байғұсқа күйігімді тартқыза бермей адам болатын басқа бір жолда іздеп жоғалуым керек. Қаулы бір ауыздан қабылданды. Осы кезде ауыздан тысырлаған аяқ сыбысы, біреулердің сөздері естілді. Есікті тартқылап қаға бастады. Қожатай, аша ғой, шыбыным. Түрегеліп барып есікті аштым. Әжем мен Әубәкір шал тұр. Көзқарастары біртүрлі үрейлі, жұмбақ. Салам алейкум, қария. Саламат бол, балам. Сен немене, жабадан жалғыз есікті іліп алып отырғаның? Жайша, сабақ оқып отырғаным ғой. Қожатай, мына таңы тамырыңды ұстатшы, шыбыным, деді әжем. Шошып қалдым. Неге? Не бопты? Түнде құсырап сөйлеп шығып едің. Кім білет, мына атаң ұстап көрсін тамырыңды. Өңінде біртүрлі балбырап тұрған тәрізді. Мен еріксізден күліп жібердім. Әй, әжем, қараңғы әжем, мені ауру ғой деп тұрмысыз? Ауру түгіл дәнеңем де жоқ. Сап-саумын. Әжемнің әжімді маңдайынан шөп еткізіп, бір сүйдім де жүгіріп тысқа шығып кеттім. Шіркін, бүгінгі кеш қандай әсем еді. Ай жарық, аспанның тұп-тұнық көк жібек шатыры бар жиһазын тағанып мөлдіреп тұр. Клуб жақтан гармон үні, балалардың шуылдап ойнаған дауыстары естіледі. Бойымда керемет бір жігер оты лапылдап, солай қарай бет алдым. Ай нұрынан орнаған күміс көпірі белдеулеп бет алдым да, ауылдың дәл іргесінде өзен жатыр жарқырап. Мөп-мөлдір мына ғажап дүние. Ұш, самға, деп қолтығымнан қанат бітіретін, арман санасына қарай алып жатын тәрізді. Лаула, лаула жігер оты, самға қиял құсы, асығатыным да, аңсайтыным да ертеңгі болашағым.